Олай болса барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті пікірсайысшылар және пікірсайыстан бөлек осы тақырыпқа қызығып, шеттен оқып, осы подкастты көруге келген адамдар. Рахмет келгендеріңізге. Олай болса, осы подкастты бастамас бұрын бұл подкасттың не үшін түсірілгендігін, ол постың не үшін жазылғандығын кішігірім түсіндіріп өтсем. Бізде осы соңғы сенбі жексенбі күні бүкіл Қазақстандық республикалық деңгейде өте үлкен және өте күшті ұйымдастырылған пікірсайыс турнирі өтті. Ол жерде мен төреші болдым, қасымдағы Бермат аға бас төреші болды, Әлбек мырза ойыншы болды, Әли ол жерде көрермен болды. И осылай әр адамның өзінің бір атқарған іс-әрекеті болды. Менің ойымша белгілі бір ситуациялар бас төрешінің тарапынан белгілі бір қателік жіберілді. Ол мен оны пост ретінде жаздым. Менің страницамда оқысаңыздар болады. Ол пост өте көптеген резонансқа алып келді. Адамдар белгілі бір таңда қателіктер жіберді. Комментарийға шыққан кезде адамдар личностына өтіп, тағы басқа заттар болады. Бірақ жарайды, оған ештеңе демейміз. Бұл подкасттың түсірілу мақсаты көрсету. Біз пікірсайыс элиталы орта деп айтады, әрине де негізі. Бірақ кавычка. Бұл жерде маңызды нәрсе, біз ашық талқылай аламыз кез келген проблеманы. Егер сіздер демократиялы елдердің новостной повестка дейді, сосын қарасаңыздар, оларда күнде ақыр заман, ойбай біреу мынандай істеп кетті, мынандай істеп кетті. Бірақ 20 жылдық перспективаны алып қарасаң, уже тып-тыныш бәрі дамып жатыр. И пікірсайыс тура осы нәрсе. Біз открыто бірімізбен ұрсамыз, сөйлесеміз, бірақ уақыт өте келе ол тек дамуға алып келеді. И осыны айту керек. Келесі нәрсе, ескеретін нәрсе, біз бұл жерде жекелеген адамдардың личностына өтіп жатқан жоқпыз. Яғни менің Бермат аға тікелей адам ретінде ешқандай да бір претензиям немесе бір жаман сөз айтқан ойым жоқ. Мен тек Бермат ағаның сол кездегі бас төрешілігіндегі қателіктер немесе тағы басқаларды тікелей айтқым келеді. Және рахмет осы адамдардың келіп осы ұйымдастырылғандығына, сіздердің осы комментарий жазғандарыңызға. Олай болса бастайық. Кім бірдеңе айта ма? Жоқ, мен ешнәрсепен Бермат аға. Сұрақты бастаған, сұрақты қойған сен. Әуелі мынадан бастайық подкастта. Біріншіден келіп атқан сөзге, келіп атқан түсініктерге ортада сенің салған постыңа байланысты резонанстардың болуы, адамдардың соған кері байланыстың болуы, кейбір бітіріп кеткен даже өте үлкен тұлғалардың бұл дүниелерге қызығушылық танытуы біріншіден өте қызықтырды. Себебі жасыратыны жоқ, дебат әлемінде ол үлкен жарыс. Бұл жерде өте қатты спортивный интерес бар келген қатысушылардың арасында. Барлығы жеңіс үшін келеді. Бірақ одан бұрын дебат ортасы, дебаттың әлемі ол белгілі бір тарапта кавычках емес, негізі шынымен де элиталы орта. И тут сөз бар, орта деген сөз. Ол орта деген сөз сол қауымдастық. Яғни біз айтам, мен ылғи айтам, дебаттан кетіп қалған сәтімде де кетіп қалдық қой, біз аға буынбыз, кесек жылына бір келеміз, екі келеміз. Ол әлеуметтік лифт, ол адамдарды тәрбиелейтін, адамдарға шынымен де өз ойын жеткізе алатын, критикалық ойлауды, кез келген дүниенің екі жағы бар екендігін, ең бастысы тыңдауды үйрететін орта. Сол ортаға билік қазір қызығушылық танытып отыр, үлкен партиялар қызығушылық танытып отыр, ақшалай болсын, идеологиялық тұрғыдан болсын. Бұл орта бір КВН-нің ортасы сияқты, жайдарманның ортасы сияқты мемлекеттік деңгейде жастарды тәрбиелейтін, жастарға бір интереспен ортаға жинайтын орта болғандықтан, біз сырттай осы дауды именно осы турнирге қатысты болып қалған кезде мемлекеттің тарапынан немесе сол билік өкілдерінің тарапынан жаман сипатта көрсетпеуді қалаймын. Ол ең маңыздысы. Екіншіден, жекелеген мысалға бұл жерде көп нәрсе айтылып жатыр партияға қатысты. Партиядан мысалға жеке бас төреші ретінде маған ұсыныс келді. Партияны мен танымаймын, партияның мүшесі емеспін, қарапайым қоғам белсендісімін. Дебатта бітіріп кеткеннен кейін біраз жылдық опыты бар, біраз кубоктардың егері, біраз турнир ұйымдастырған жігіт, қаншама поколение келеді, және сол поколенияның барлығын басын біріктіріп үйре алатын, сол жерге өзіндік былайша айтқанда адамдарға тоқтау бола алатын, сол адамдардың барлығы бұған бағына алатындай адам болғандықтан осы жігітті шақырайық деген идея болған екен. Мені шақырды, келдім. Ескертетін нәрсе, мен БТ болатынымда ТЭП шыққаннан кейін, қаралар шыққаннан кейін, осы нәрсенің барлығы болғаннан кейін белгілі болды. Биыл форматы да өзгерді. Бұл кубоктың өте мен қуантатын дүниесі. Бұрын жасыратын жоқ, әр регионнан деп келеді,
және ол регионнан келетін ойыншылардың кейде сапасы да төмен болады, турнирдің ол өту деңгейіне де қатты әсер ететін жағдайлар болатын. Сондықтан да биыл нақты тэп жасалынады және турнирға өтетіндер ол мықтылар өтеді деген түсінік болды. Екіншіден региондарға жекелеген квота бермейміз деген түсінік болды. Сондықтан осындай формат өзгерту арқылы былайша айтқанда жаңа Қазақстанда жаңа бір форматпен кіргізілді бұл кубок. Қанша уақыттан бері келе жатқан кубок. Енді осылай ұйымдастырылған дүниеден кейін адамдардың жеке неприязыны партияға қатысты болмай қойсын деп жатырмын. Себебі жасыратым жоқ, рахмет партияға, жастар рухы қанатына көп рахмет. Себебі олар шынымен де қолдау көрсетті. Бұндай жүлде қорымен турнир өте реткі болады. Болмайды емес, болады, бірақ бұлай қолдау көрсетіп, тіпті қатысушылардың әрқайсысына жеке бейджик таратқан турнирлер өте аз. Ол ұйымдастыру деңгейі шынымен де өте мықты болды. Мен бір дүниесін оның араласқан жоқпын. Менің араласқан дүнием, келдім, бас төреші болдым, алдыма жиналып келген төрешілерге жіберу арқылы ұйымдастыру, сетка жасау. Жеке барлығы маған ол сұрақтарды қойсаңыздар болады. Бірақ кім өтеді, кім өтпейді деген түсініктерге немесе нақты дебат жағына, пікірсайыс жағына партия тараптан ешқандай да араласу болған жоқ. Себебі олар араласпаймыз деп те айтты. Себебі бұл сендердің әлемдерің, сендер жақсырақ білесіңдер, сондықтан сендер жасайсыңдар деп тіпті партиядан тыс адамды да шақырғаны содан. Яғни бұған дейін анандай сөз болмасын деді да, партия өз ұйымдастырды, қалаған регионына берді деген сияқты нәрсе болмасын деген түсінік болған. Сондықтан да мені келдім, мені шақырды, мен осы жерде отырмын. Енді вообще не бойынша бірінші сұрақ қойып кетсем ғой, қоя ғой. Ой, не сіз үшін да, вот сіз бас төреші болдыңыз. Сіз үшін бас төрешінің функциясы қандай болу керек? Вот сіздің түсінігіңізде. Бас төрешінің функциясы қандай функция атқару керек бас төреші? Толыққанды ұйымдастыру, сеткаға жауап беру. Сеткаға жауап беру деген енді ол. Бірақ мына нәрсені уточнить етейікші. Регламенті бар сияқты бас төреші адамның, мысалы бас төреші болған адамның. Әділеттілікке бас төреші деген ол бірінші сөз әділеттілік. Дұрыс қой, төреші, бас төреші. Сен жауап беруің керек әділеттілікке. Дұрыс айтасыз. Сосын бірінші критерий әділеттілікке. Турнирдің дұрыс өтуіне. Яғни тайм менеджменттің сақталуы, адамдардың барлығының уақытылы өтуі. Басқа қандай саған сұрақ керек? Просто мен айтып отқан, енді қарарға да жауап беру керек қой. Бір сіз қарарға жауапты адам болмағандықтан мен оны айтып отқан жоқпын. Вот мен ойымша, вот сіз әділеттілік дедіңіз ғой. Ол әділеттілікті енді детально айтатын болсақ, жоқ, қарарға жауап беруге байланысты мынандай нәрсені ескертейік. Қарар шықты, шыққаннан кейін салынған қарар негізі менің білуімде басында 20 қарар жіберілген. 20 қарар жіберілді. Неиграбельный қарарларды біз алдық. Яғни дисбалансированный қарарлар деген болады. Үкіметке қатты ойнайтын, немесе оппозицияға қатты ойнайтын. Оларды алды. Оны менімен согласовать етті. Және мен өз тарапымнан бір қарарды қостым, оны білесіздер, сол шу болған 1-2 қарары. Именно. Сол қарарды мен қосқам. Авторский, прямо қарардың атауын ойлап тапқан, қазіргі қатты адамдардың арасында талқыланып жүрген қарар болғандықтан соны мен қосқам. Жоқ, мен ол қарарға жайлы айта алмаймын деп тұрмын сізге. Ол мақұл, бөлек тема. Вот әділеттілік деп отырсыз ғой. Вот әділеттілікті детальный бас төреші қалай жұмыс жасай алады да? Мен түсіндіріп кетейін. Қараңыз, сіз келсеңіз ба? Бас төреші максимально мына ойыншылар бар ғой, аудиторияда отыратын, румда отыратын ойыншылардың басқа да ойлар мешать етпейтіндей ойын болуын әсер ету керек. То есть төреші жіберер кезде ойыншыға төрешінің болмысы мүлдем әсер етпеу керек та. То есть бізде енді определенный бәріміз бір-бірімізді танитын болғандықтан бізде мысалы бәріміз жақын араласамыз. Біздің неміз өте үлкен емес негізі количествомыз, сондықтан бір-бірімізбен жақын араласамыз, бір клубтамыз, бір доспыз деген сияқты да. И вот сол төреші жіберер кезде сіздің басты мақсатыңыз андай болу керек деп ойлаймын да. Жіберген кезде мына ойыншылар төреш келген кезде төрешінің болмысына сол адамның қаяқтан шыққанын ойламай ойын ойнай алу керек та. То есть условия бірдей болу керек деп санаймын да. И бірінші сұрақ туындайды. Сіз неге клубтастарды бір румда бір клубтың ойыншысымен бір клубтың төрешісі болды? Оған жауап берейін. Қараңыз. Төреші жіберу бар. Румдағы ойынның ауырлығы деген қарайсың біріншіден. Румның ауырлығының ойынына байланысты төрешінің опытына қарайсың, объективтілігіне қарайсың. Бас төреші ретінде олардың объективтілігіне қарау менің мүмкін бас төреші ретінде субъективті ойымнан шықты. Бұл бірінші дүние. Екінші дүние, дәл сендердің қатарларыңның біздің қатармен келіспейтін бір тұсы, мен оны постта да, комментарийда да жаздым. Бір клубтың төрешісі сол өзінің клубына төрешілік етуге барса, бұл жерде біздің қатардың түсінігінде, жеке менің түсінігімде ешқандай қазақша айтқанда сөкеттігі жоқ. Оның минусы жоқ. Менің түсінігімде. Оны түсіндіріп берейін. Себебі сен жіберген төрешің
ол турнирға іріктеліп келген төреші болсын, сол жерде отқан төреші болсын, сен оған сенетін болсаң, ол қой кешіріңдер, ол әйелі болса да күйеуі болса да соған төреші болып кірсе, оның ол әйелі немесе күйеуі болған әсер етпеу керек, ол оның клубтасы болған әсер етпеу керек, ол төрешілік функциясын атқару керек. Дәл сол ойында ол оның ешкім емес, просто төреші. Осы түсінікпен жібердік. Енді шу шыққан 1-2-нің осы жайлы бір нәрсе айтып жіберсем 1-2 ғана емес, қазір айтайын. 1-2 ғана емес. Отбордың кезінен бастап СДУ-ға барды. ТО-ға барды. Алтын сапаға барды. Жоқ, ондай болған жоқ. Енді жарайды. Соңында тексеріп қарадым, ондай болған. Жарайды. Сен бәрібір оны полный форматта жүрмегеннен кейін мен еще маған келіп жеке адамдар, жеке төрешілер де айтты да, аға мен кіре берейін ба, мына жерде мына кісі отыр. Жоқ, сіз жіберген ойында ол жерде кім болған? Хан Тәңірі деген фракция, яғни Дамир мырза мен Азамат мырза қарсы ойнады, адаспасам Айжан хандар ғой біреулерге. И ол жерге басына Жаннан жібереді. Мен Жаннадан сұрадым, сен іріктеуде немесе осы турнирда толықтай біреуге біздіңгілікке төреші бардың ба? Айтты, иә, мен басына жіберді. Мен айттым осылай деп, и сосын тұрдық та бұл жерде олар тұрып ауысады басқа төрешімен. То есть сіздің қатысыңыз жоқ ол жерге. Төрешілер өздері ауысқан ол жерде. И Айжанда қарадым, оларда да болмаған. Енді біз 3 төреші бардық, 6 сағат. Осы жерден Кембай енді сен өзің түсіне бер. Мен ең турнирдің болған менімше ең үлкен минусы ол бір клуб немесе бір организация толыққанды сол турнирді ұйымдастырмауы. Мен жасырмай ақ қояйын, келген кезде төрешілерден танығаным сен, Дәулет Рзабаев, и то Дәулеттің түрін көргеннен кейін, Дәулет осы Дәулет екен ғой деп таныдым. Арайлым. Сосын Жаннан да таныған жоқпын, қача ол аға бұл екен. Шын, жасыратыным жоқ. Болды. Басқасының барлығы абсолютно жас буындар болды. Абылай Құрметұлы, ол Тәкітак өзі төреға, менің қатарым, ол жігіт таныдым. Мен төреші болайын деді, жарайды дедім. Енді бұл жерде сұрақ туындайды, логично. Мен қолымдағы бар армиямен, бар қарумен соғысқа шықтым. Бүтіннің рөлі соғыста кәдімгі. Сен салыстырмалы түрде былай қарасаң. Қолымдағы бар қарумен соғысқа шығам, и бүкіл ресурсты максимально пайдаландыңыз. Иә, бүкіл қолымда не болса соны пайдаландым, и бүкіл негатив маған келген кезде обидно болды. Бірақ сол жас буындарды мен реніш жоқ, бірақ оларға жас буындығын жасады мүмкін. Мүмкін оларды не уследили до турнира, мен ол нәрсені тағы қоғауым керек еді. До турнира мен ол нәрселерін қадағалап, бұл жарайды, бұл жарамайды деп ол төрешімен жұмыс жасауым керек еді. Ол менің үлкен қателігім шығар. Бірақ факт остается факта, то что мен ол кісілерді турнир күні көрдім. Турнир күні олармен таныстым. Кембай оған куәгер. Спискті оқып отырып, мына кісі кім деп қайта каждый ойында сұрай бердім, потому что келіп отқан еще 30 адам емес, 30 адамның барлығы келген жоқ. Бірінші күні 22 адам, екінші күні 17 адам келді, қателеспесем. Бұл в свою очередь сол кездегі жекелеген тұлғалардың жауапкершілігінің жоқтығы. Оны мен Мадинаға да айттым, ұйымдастырушы ретінде. Мерейдің еш күнәсі жоқ, АПФ-тің координаторы ғой. Ол қыз жүгірді, осыларды шақырды, осылар болады деп спискті берді. Бірақ сол жекелеген тұлғалардың жауапкершілігінің болмағанның кесірінен келмеген адамдар болды. Нехватка төрешілік болды. Бірінші күнінде ол нәрсені біз қатты сездік. Екінші күні таңертеңнің өзінде қанша төреші тұрғанын Кембай біледі. Бердімұрат аға, сіз вообще негізі вопрос. Жоқ, мен айта салайын, сен вопрос сіздің Бердімұрат аға. Ол жерде андай ғой, сіздің қанша төреші қарамаңызда бар, ол төрешілердің типа қай клубтан келген келмеген ондай сұрақ жоқ бізде. Жалпы ол мен айта салайын бәке, ол өзі біледі, ол типа АПА ұйымы қазір АПФ ұйымы ол жайлы емес, просто мынандай нәрседе сіздің кезіңізде дейсіз, енді мен ортадағы бір буын сияқты болып тұрмын, салыстырмалы түрде. Просто сіздің кезіңізде ондай болғаны қазір өйтіп қою қате сияқты да, себебі біріншіден сіз қазір өз клубының адамы өзіне қойғандығыңыз норма сияқты есептеліп кетеді кейін адамдарға. Ойлайды, Бердімұрат ата, сіз абыройсыз, авторитетсіз, сіз бас төреші болғансыз, ұйымдастырушысыз, кубоктарыңыз жетеді. Бердімұрат аға сөйтіп жасаған ғой, біз де жасай береміз деген беспредел болып кетуі мүмкін да. Бір жарайды, ол беспредел болмаса да адамның субъективті мнениесі бар да. Мысалға кезінде мен энерго қатысқан кезде мысалы Али деген жігіт бар, мен мектепте оқыған Данияр деген жігіт бар, Жаслан деген жігіт бар. В общем, тараздықты бұлар төрешіге қоймайды мысалы. Өйткені ол жерде ол адам максималды объективно қараймын деп субъективно қарап жүру ықтималдығы өте жоғары да. Мысалға менің ойынымды асыра бағалап жүру мүмкін, немесе мен ойымды асыра бағаламайын деп қарсыласты асыра бағалап жүру мүмкін да. Осы жерде үшінші нәрсе сұрап отқан жаңағыдай екі тарап ойнап жатыр. Мысалға условно ТО мен СДУ ойнап жатқан кезде СДУ-дің төрешілікке келуі ТО-ның пікірсайысшыларына ойнап жатқандарына комфортный ситуация туындатпайды. Яғни ол ойлайды, мен не ойнасам да ұтылуым мүмкін, бұл не деген дұрыс емес деп. Түсінеміз, группада егер бірінші күні
64 команда болып, ойыншылар жетпей жатқан, төрешілер жетпей жатқан жағдай болса, ол группадағы мәселе бола берсін. Өйткені шыны керек, бізде кешегі турнирде 40 команданың ішінде 2 победамен де шығып аттық ше. Ол мәселе емес, просто плей-оффта маңызды кезеңдерде үйтіп қойған қате ғой деген сұрақтар жатыр да. Кешірім сұраймын, сөзіңізді жеткізбедім. Мен не қылсам, мен 1-2-де кезде азында 17 төреш келді. Оны нүктелер группада плюс қойдық. Плюстармен санадым. Одан кейін мен андай, в общем, келген адамдар плюс қоймай, просто келген адамдардың өмірін санап шықтым. Басқа адамдардан сұрап шықтым, яғни бірнеше төрешіден кем дегенде. Біз келістік, что 17 адам болды. Аудиторияда дәл сол 1-2 болып жатқан кезде менде поименный список бар. Аяжан, Жанна, 2 Айдана, 1-2 деп не басында прикол болған, типа 4 уже. Солар қыздар болды, Бибана ханым болды, Атудан Арайлым деген ханым болды. То есть менде поименный список бар, именно 1-4 кезінде қазіргі 4-ші курс жақсы ойнап жүрген, там кубок алып жүрген адамдар, который именно сол аудиторияда көрермен болып отырған. Сұрақтан да еще бұл жерде, егер дәл солар тұрып, неге анау тіркелмеген біріншіден, екіншіден сол екінші күнге төрешіп келген адамдар, еще плюс өзінің клубы, олар барды, то есть мен надобность көріп тұрған жоқпын ше олардың келуінде. И ол ана ойын андай қатты қара ауыр ойын емес ше, прям андай күшті заттар талап ететін, типа любой 4-ші курс, любой 3-ші курс, даже 2-ші курс ана ойында төреші болып беріледі негізі. Окей. Біріншіден бағанағы дискомфорт тудыра ма тудырмай ма дегенге байланысты, мен келгенге дейін жарылқасынан да Арқаттан да келген төрешілер сұраған екен өздері. Даже олар менен сұрады, что нормально? Егер ойыншылар қарсы болып жатса кете беріңдер. Олар сұраған, сен оған куәгер болдың ба, куәгер болмадың ба? Біз атып бермейміз деп айтты олар айтты. Жарылқасын атып бермейміз деп айтты. Соответственно, бұл жерде дискомфортный ситуация туғызады деген ситуацияны шауып тастауымыз керек сияқты. Жоқ, ол жерде андай ғой. Сіздің тараптан жасалатын нәрсе ғой, ойыншылар тарапынан қарастырылатын нәрсе. Ойыншылар олар ол ұялу мүмкін. Бұған дейін ұялғанда да, ұялмағанда да былай ғой, енді бағана комментарийда да болды ғой. Проблема болғалса, сол кезде ұнамайтын дүние болса, на месте шауып тастау керек. Жоқ, на месте айтсаң, на месте шапқанда просто именно сол ситуация келетін болса, Жарылқасын Арқаттар мен қатарымда, енді олар сақалдар сапсайып, ол жерде жоқ, маған бұл төреш керек емес деп айту, біріншіден ол төрешіге деген ыңғайсыздық тудырды, өздері үшін ыңғайсыз, қарсылас үшін ыңғайсыз, сізді құрметтегеннен кейін де олар ол айтпауы мүмкін да. Просто ол кезде сондай вообще проблема жарайды, мейлі көрерміз, жарайды дей салуы мүмкін да. Просто сіз ондай ситуация туындатпай, просто бар төрешілерді керек жаққа жіберуіңіз керек еді ғой деген сұрақ қой. Тут опять же, онда сендер мен біздің поколенияның түсініспекшілігі келеді. Онда қазіргі жүретін турнирларға онда аға буын мүлдем төреші болмау керек. Осыдан былай. Бүгінгі подкасттың қорытындысы сол болсын. Либо аға буын төреші болатын болса, онда ылғи бірыңғай аға, дело осыдан болып тұр. Себебі бұл жерде поколенияның бір-біріне деген түсініспестігі менің тарапымнан қараған кезде это нормально, бірақ сендердің тараптарынан қараған кезде это ненормально болып тұр. Мен түсінемін еще плюс мынандай момент. Егер бір клуб турнир ұйымдастырып жатса, естественно, ол клубтың ойыншылары ол жерге төреші болып кірмейді. Ойыншы болып кірмейді ол клуб, ойнамайды ол жерде. Бірақ мынау құрама турнир. Осындай құрама турнирдің кезінде, онда осы организациялар, мысалы АПА, КПФ, федерация, олар действительно регламент енгізу керек. Ол регламент болмады емес, бұған дейін деп болған. Бірақ менің, мысалға, сендер айтып отқан бағана 17 төрешіге байланысты қыздар ренжімесін. Оны кеше де айттым мен, комментарийға да жаздым. Төреш парақтары қазір айттым ғой, Мадинаның қолында барлығы. Қарап көрсе болады, әр ойынның парағын степлермен бірге жинап қойғанбыз. Тарап жеңген тараптың біреуіне 26 қойған бір төреші, мысалы 25 қойған, спикеріне 24 қойған. Именно қарсы тарапқа, допустим, даже оның өзі қателікті 19 сондай қойып тастаған. Ондай слабый ойын болатын болса, ондай разрыв болмау керек, во-первых. А во-вторых, екіншіден, тоже сол румда болған, сол ойында болған тағы бір төреші, 5 төреші отырса мысалға, ол алғанда 21 қойған, қарсылас тарапқа 17 қойған мысалға. Өте үлкен разрыв бар. Бұл жерде даже бал қоюда мен шыны керек, обидно болды, бұл дүние ортағын есептеп шығарып оттым. Сол үшін де мысалға мүмкін кей спикерлер өтпей қалған шығар, немесе кей спикерлер вообще шықпай қалған шығар ЛД-ға. Соответственно, бұл жерден біз нені көреміз? Егер балды дұрыс қоя алмайтын төрешілерді, менің санамда сондай түсінік болды, жасырмай-ақ қояйын. Балды дұрыс қоя алмайтын төрешілерді мен жартылай финалға қалай қоямын деген. Ренжімесін, бұл подкастты көріп отқан келесі төреші болған қыздар да бар, адамдар да бар шығар.
бірақ осы фактын кеше мен комментарийда жаздым. И бұл факт остается фактом. Ол нәрсе сол кезде төрешіліктің сапасын белгілі тарапта көрсетіп қойды. И бұл жерде тағы да біз мынау күнәлі дей алмаймыз. Жоқ, Бердімұрат аға, просто осымен жұмыс жасау. Темадан алып кетіп жатсыз негізі ше. Негізі бағанағы даже при этом ол кісілер төреші этот спикерский балды разрыв болуы ол мүмкін, и ол нормально. Неге мен сізге айтып бере алайын. Спикердің атқаратын функциясы болады. Сол функциясын дұрыс атқарса болды. Типа қарсылық айтса, өзінің кейсін құрса, предмет дебаты тауып алаң құрып берсе, оның қарсыласы шайып жатыр ма, шайып жатқан жоқ па, ол оған біләйт етпеу керек. Жоқ, бірақ бір ұтқан тарапқа 25 индивидуально қарау керекпіз ғой. Жоқ, ұтқан командаға бір төреші 21, екінші төреші 26 қою тоже нормально. Ұтқан тарапқа 21 и спикеріне 26 қою ма? Жоқ. Екі төреші бар. Мысалы, сен төрешісің сол ойында, Кенбай төреші сол ойында. Сен алдың 21 қойдың, Кенбай 25 қойды. Орада кім не прав екен уже, бұл другой вопрос. Мақұл бұл. Бірақ ол төрешілердің сол кезде демек проблематика барын көрсете ма, көрсетпей ма? Сіздің мақұл, сіз айтып отқан, қорғап отқан төрешілеріңіз бар ғой. Сіз UIB-дегі Бірнар деген мырзаны полуфинал қойдыңыз, и ол кісі жазбайды, ешқашан жазбайды. Ол кісінің жазбайды деген несін даже маған төрешім болса да білем мен. Онша талай ерекс болған ол тема жайлы. И сол кісінің сіз жазбайтын білмесеңіз, полуфиналда сіз ол кісіні қойдыңыз, сіз скорее всего төреш парағын көрдіңіз ол кісінің. Скорее всего. Ну, көрдіңіз, қарадыңыз, сөйтіп ол кісі жазбайды деді. Не үшін сіз ол кісіні басына финал қойдыңыз деген сұрақ қойғым келеді біріншіден. Финалда қойылған себеп, Кенбай біледі, екі тараптан да мен сапалы деген төрешілерді іріктеп қойдым. Менің түсінігімде сапалы деген төрешілер. Опять-таки жазбайтын төреші үшін сапалы болмасын да? Ол сенің түсінігінде сапасыз төреші шығар, жазбаса. Ну, менің түсінігімде ол сапалы төреші. Опытымен санап тұрмын. Ол қате пікір сияқты мен. Жоқ, енді бұл жерде видишь, опять-таки битва поколений. Взглядтардың ұйқаспайтын. Битва взглядтар ұйқаспағанмен, но очевидный вещтер бар да, который всегда қай уақытта болмасын правильный болатын. Жазбайтын төреші априори олай деп айтамайсың ғой. Жазбайтын төреші скорее всего көп эмоцияны тыңдап қалуы мүмкін. Сіз жазып отырсаңыз, и сіз бүйтіп тыңдап отырасыз ғой. Неге ойыншыларда андай вопрос болады? Аудиторияда тыңдап отыратын адамдар болады да, и төрешілер жазып отырады. И аудиторияның көбісі біреу ұтты дегенде, мысалы сөйтіп ойлайды ғой. Ондай ситуациялар көп болады. Мынау команда ұтты ғой, не үшін бүйтті ғой дейді. Потому что ол оның айтып отқан сөздеріне мән береді. Ал жазып отқан төреші ол ойланып отырады. Сендердің ойыңша төреші әрбір айтылған сөзді жазу мақсат па, или ойыншыларды тыңдап түсіну мақсат па? Жоқ, әрбір басынан бастап соңына дейін аяқталған логикаларды немесе нақты белгілі заттарды жазып алуға міндетті. И ол сол бойынша шешім шығаруға, ол даже должности соның төреші. Шайып атса да сол нәрсені жазу керек та. Ертең келген кезде отводқа сен айту керек, міне сен мынаны айттың, out of case. Осы жерде опять-таки нәрсе болып тұр. Тағы да сендердің түсініктерің мен менің түсінігім немесе сол төрешілердің түсінігі ұйқаспайды. Ол априори былай деп айтамайсың ғой. Онда олай болатын болса, біз төрешілік жасауға, мысалға АПФ қазір қойды ма сол нәрсені? Төрешілік регламенті 100% бүкіл не мойындаған. 2020-дан бері бар ол нәрсе. 2020-дан емес, мен саған айтайын, 2014-тен бері бар ол нәрсе. Ну, мен даже 2013-тен баста. 2013-те үлкен Қазақстан құрылтайы болды. Сол кезде эгидой Азамат клубы болған кезде. Үлкен құрылтай болды, и ол құрылтайда действительно жұмыс жасалынды да, осы төрешіліктің регламенті қойылды. Бірақ сол регламент кейін сақталды ма? Ну, бізде Алматыда уже қабылданған регламент бар негізі. Ол регламентті сақтай ма? Сол жерде жүрген төрешілер сақтайды. Себебі олар бір-бірінен онда ол регламентті сақтайтын болса, апаның құрамындағы клубтардың турнирларында сол регламент сақталмауына байланысты неге определенный вопростар туындайды? Окей, осы соңғы жылда қай турнирдің төрешілеріне жесткий бір үлкен кепеш шықты? Үлкен кепеш шықпаса да, соңғы мен өзім қатысқан турнирді айтайын, ТО-ға қатыстым, недовольный тараптар болды. Опять-таки, да, ол любой турнирда болады. Но мен ТО-ның төрешілігі әлсіз деп жатқан жоқпын. Но ТО-да БПФ-қа ма или АПФ-ке ма нақты? АПФ-қа. Екінші финалға, Жоқ, екінші плей-оффқа. Болды, ол чатынан көрген шығарсыңдар. ВК-да әлі сақталып тұр. Бердімұрат аға, мен бір нәрсе дейінші. Жоқ, мен сұрағым келіп жатқан, просто қазіргі поколение сендер бір идеалды, қазіргі идеалды деп жатқан жоқ. Жоқ, бүкіл турнирларды бір ешқандай вопроссыз өтетін сияқты қазір көрсетулерің келіп жатыр да. На самом деле недовольный тараптар өте көп да. Жоқ, біз ондай көрсетеміз. Өте көп, и каждый турнирден кейін ол нәрсе болады. Келсеміз, өте қатты келсеміз, бірақ сіз мына нәрсені түсінбей тұрсыз ше. И тут момент такой. Мына турнир құрама төрешілік составтан өтті. Құрама төрешілік состав болғандықтан бағанағындай дүниелер орын алды. Бір клубтың бір клубқа баруы, и типа көп адамдар үшін ол нонсенс болып көрінді. Бірақ БТ үшін ол нормально болып көрінді. Сіз үшін нормально болып көрінді, Мен үшін ғана емес негізі, бүкіл аға буындар үшін нормально болып көрінді ол сол жердегі.
жоқ, ол өзінің клубы өзіне келген аға буындар үшін нормальный шығар. Салыстырмалы түрде мен де аға буын, бірақ менде ешқандай төреші жоқ. Бірақ мен үшін ол дұрыс емес та. Мен қанша жыл 12 жыл дебат ойнасам да өз клубына өз адам төрешілік бару, бірінші ол дұрыс емес. Екінші, төреші жазбау деген дұрыс емес та. Ол төреші жазбау деген болса, сіз финалда айта салуыңыз керек. Бүкіл парламентария төреші, сендер ешқайсысын жазбайсыңдар. Кім сендерге сендіре алады, сол болсын деп. Түсінемін, ЛД-да ондай болса, это понятно. Бұрын болатын. Кім сендіре алады, сол төреші болады, сол ұтады дей салатын кездер болатын. Бірақ АПФ-те кішкене более компетентный адамдарды қою керек қой деген сұрақ айтып тұр да бұл кісі. Мысалы бізде тура аналогия болды. Абылай бауырым емес, енді ағам ғой, бір жағынан 1 жыл курс үлкен. 1-8 ойында ол кісінің аудиторияны жылатып пен күлдірген көрсеңіз, ондай дебат болған жоқ вообще. Жылап жатыр, күліп жатыр, али көрермен болды. Аудитория дауыс берсе мен 25-те 0 ұтылатын едім. Бірақ 3 төреші болды, Кенбай болды төреші, Майдина Бекеш болды, сол жақта кісінің атын Арайлым ханым болды. Төреші шешім қанша екен, бірақ мен абсолютті түргіде дебат тұрғысынан, идеялық тұрғыдан Абылайды 100% жеңіп тастадым. Бірақ оратор тұрғысынан, сөйлеу манерасынан 100% жеңілдім. Кішкентай бала болып жеңілді. Иә, кішкене мен топас болып жеңілдім. Бүйтіп Абылай маған сол топас деп айтты, енді еш реніш жоқ. Бірақ сол төрешіліктің міндеті именно, тем более АПФ-тің маңызды финал, полуфинал 1/4-те де ол кісі төреші болды, мен көрдім да. Сондай ситуацияларда бір жазатын, более компетентный, хотя бы жазбайтын болса да жақсы деп айтуға болады ғой деген нәрселер да. Ашығандай бір ойыншыларға, қоғам сол жерде жүрген аудиторияға бір құрметсіздік сияқты да. Менің ойым сондай жеке басым. Енді бұл жеке сол жігіттің тарапынан айтылса, немесе солай болатын болса, онда қоғам осы нәрсені солай қабылдаса, осыдан кейінгі жас буындар құлағын алтын сырға болсын, жазсын. Бірақ өткен нәрсе өтті, кетті, и Бернардың жазбағаны үшін жаман төреші болды деуі, опять-таки мен өз тарапымнан ол нәрсені мойындай алмаймын, мен қабылдай алмаймын. Ол мнениямызда бәріміз бірімізде қала береміз. Ол тоже нормально. Но тут сенім мәселесі да. Сол адамдарға деген сенім мәселесі. Белгілі тарапта айтуы мүмкін, я аға сен сендің, бірақ бір нәрсені подставлять етіп кетті, сөйтті, жазбады, ол жерге недостойный төреші болған еді деген сияқты нәрсені қоғамда айтады, жігіттер айтады, қыздар айтады. Окей, оны да қабылдайын. Окей, мен қабылдайын. 1-2-де қазіргі жас буынның, сен айтпақшы, дебаттың метасын ескермей, ол адамдарды сол жерге төрешілікке жіберуім ошибка болғанын. Бірақ бұл жерде мына нәрсені ескеруіміз керек та. Бердімұрат сол екі төрешіні Абылай мен Дәулетті финалға алып шығу үшін жіберді деген адамдарда ой тұр. Менде ой жоқ. Жоқ, көп адам солай ойлап жатыр. Бұл жерде андай саясаттың открытый жасалынған түрі, кәдімгідей подсудка жасау үшін сол екі жігітті Бердімұрат әдейі жіберді деген сияқты ой быты ретінде көп адамның ойында қалыптасып жатыр. Потому что сенің жазған постыңнан Али де оны мойындайтын шығар, Әлбек те мойындайтын шығар, болады ғой, посыл сондай болып жатыр да. И тут опять-таки мынандай ой туады. Окей, 1-2 ойыны. Мен де төреші болдым, сен де төреші болдың, Абылай Құрметұлы да төреші болды. Менің көзімде ол тарапта жарылғасында ұтылып қалды. Сенің көзіңде ұтты. Бірақ сен де мысалға о жерде екеуміз де дауласа аламыз. Сол нәрсенің барлығына мысалы сен көріп оттың, ашуланып оттың. Шын ғой. Сол жерде сен ашуланып оттың. Ашуланған жоқ. Енді неге мыналарды әкеп алды? Жоқ, мен оларды кейін байқап қалдым. Мен басында андай түсінбедім, андай сіз модератор болды деңіз. Мен төреші неғып отырдым, жазып отырдым, андай еще обедтен кейін келдік қой ол жаққа, обед ішіп андай. И миым мендігі уже ол мен қателігім, мен кейін өкіндім шынымен де. Мен дұрыстап түсінбей қалдым, ол Диастың типа Бернар мырзаның отырғандығын. Мысалы Диас менің поколением да, ол там метаны там үлкен емес, мен айта алмаймын, типа опять же андай сіздердің кездеріңізде көрген ойындарды, и ол оны объективті айта алмаймын ондай келген кезде. Без обид. Андай мен оны андай уже Дәулет мырза сөйлеткен кезде түсіндім, типа Бернар мырзамен кімнің Диастың отырғандығын. То есть менде ол прям реально поза зажигание болды, и ол реально менің косягым. Мен егер ертақ білгенде мен тұрып сізге де қасымдағы 4 төрешінің бүкіліне отвод беріп, мен басқа төрешіге қойдыратын едім ол жерге. Но ол жерде мен түсінбедім, басында ойлаймын, ол менің қателігім реально. Бірақ ол жерде мен ашуланып отқан жоқпын ойында қалай болды, мен солай төреші жасауға тырыстым. Неге менде әділетті төреші болуға неге мотивация бар? Біріншіден ол жеке ішкі мотивация, ол түсінікті деп ойлаймын. Оған екінші нәрсе, мен бұл жерде мысалы осы әңгімелерде жүрген жерде не только өзімді представлять етемін, клубтан бөлек та мен АПФ-ті представлять етемін, в каком-то смысле оның основатель ретінде. Екінші тарапта мен қазір КПФ-те немін, продуктқа жауап беретін адаммын. И менің қабылдаған шешімдерім, мен айтқан сөздерім барлығы, немесе менің іс-әрекеттерім барлығы ол КПФ-ке тікелей әсер етеді. Мысалы КПФ-ті құрған адамдар, біраз адамдар еңбек етті, реально өте көп адам еңбегі, и мен оларды подставить ете алмаймын. Сондықтан менде объективный причиналар бар, жақсы төреші болуға тырысуға хотя бы.
вот сондықтан мен ол жерде андай бір тарапқа андай симпатия көрсете алған жоқ. Енді бірақ мына нәрсені мойындашы, сен максималды объективті төреші болуға тырыстың, бірақ дәл қасымда отырдың и мен оған 100% куәгер болдым. Екінші спикер апайсан сөйлеп жатқан кезде төрешінің деуі қаншалықты дұрыс? Иә, қате, мойындаймын. Олай айтуға болмайды төреші максимально андай, мысалы төреші, мысалы ер бала болса, ер балалар жайлы әңгіме болса, сен жынысты болып отыруың керек, дін жайлы болса, сен дінсіз адам болып отыруың керек. Иә, ол менікі дұрыс емес. Бірақ ол жерде маған ойыншының сондай момент болғаннан кейін де мысалға менде де ол кісінің маған андай саған Кенбай ұнамай тұрмын деп айтқан сөзі де ол да дұрыс емес олай болатын болса. То есть ол жерде андай реально күлдіріп отты. Ол күлкі ол может дұрыс емес шығар, ол просто кетіп қалған шығар. Но менде именно жекелеген тарапты ұнату, ұнатпау деген нәрсе болған жоқ реально. Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Сен өздерің бағана адамдарға комфорт сыйлау туралы нәрсе айттыңдар, мысалы Әлібек, жекелеген тұлғаның свободно ойнау туралы нәрсе айтып жатсыңдар. Бірақ сен де төреші бола тұрып, осы посттың авторы бола тұра, сол ойында сондай әрекет жасадың. Мен сен үшін модератор болып оттың. Мен қарадым да, менің ойымда сразу мынандай дүние келді. Мына жігіт шешімді 100% мына жаққа береді, ол уже болды деген. Менің көзімде ше, дәл сол жерде сенің объективтілігіңе уже мен сенбедім. Мен көзіңше айтып отырмын, қаншама халықтың көзінше. Потому что сен кәдімгі эмоцияны көрсеттің, не деп жатсың деген сияқты. Оны обычно қарсыластар жасайды. Қарсыластар когда жынданып отырады, бір нәрсе ұнамаса деп айтады. Бұл дебаттың баяғыдан берген несі. А сен төреші ретінде өзің сондай нәрсе жасадың, кейін андай пост жаздың да, и ренжіме бетің айтайын, менде 200-лік көрініп қалды бұл дүниеде. Сен өзің сондай нәрсе айтып жатсың, бірақ өзің осындай пост жазып жатсың. Где логика деген сияқты. Сен де сол ойында бола тұра, сол нәрсені істей тұра, и тут счет 4-1, и оған көп адам бәрібір сомнение келтіреді. Потому что ол жерде сен осы постты жазғаннан кейін, осы шумды көтергеннен кейін самый объективный төреші сенсің. Бірақ мен бұны комментарийде айтқан жоқпын, қазір айтып отырмын. И соответственно сенің де ол жерде объективтілігіңе тағы да күмән келтіруге болады да. Бұл түсінікті, егер енді халық өзінің бағасын берер, жас буын өзі қарар. Бірақ бізде мысалға ол жерде отырған төрешілермен ешкіммен ақылдасу болған жоқ, өзің көрдің. Әркім өзі жеке толтырды, шығып кетті. Кейін ойыннан шыққаннан кейін мен сен айтпақшы жаңағы не болды, сұрақ болды. Жарайды, адамдар қазір жаман ойлайтын шығар, потому что уже финалдың алдында шу болып кетті ғой. И мен Абылай Құрметұлынан келіп сұрадым. Осы ойында реально нейтралитет болған сен шығарсың. Маған, потому что мен қарардың автор ретінде мүмкін ішкі неммен үкіметтен өте көп нәрсе күткен шығармын. Өте көп дүние күттім, осыны айтылу керек, мынаны айтылу керек, бірақ үкімет оны айтпай қалды. И мен ойладым, үкімет ойынды ашамады, out of case болды деп. Арқаттарда жарылғасында ренжіп жатыр, неде комментарийде көрдім. Бірақ сол моментте мүмкін менің түсінігімде ол нәрсе қате болған шығар. Бірақ Абылайдан барып сұраған кезде ол маған шешімді просто отырып екеуміз әңгімелестік, негіздеді. Мынау бойынша мынау. Опять-таки сенің бағана аргументтің тіректері бойынша ойынға қосқан үлес деген түсінік біздің қатарда әлі де бар шығар ол не ойынға қосқан үлес. БПФ-тің понятиесі емес, АПФ-те де бар ол. Әркімнің өзінің функционалды рөлі деген сияқты дүниелерге байланысты ол маған негіздеп берді. Сосын мен төреші болсам да оны тыңдап отырдым как БТ ретінде. Маған айтпашы. Потому что адамдарда реально мүмкін бұл ойынға вопрос бар шығар. Но әңгіме дұрыс емес та, просто бұл әңгімеде мысалы мен де болмаған, Әлібек те болмаған, екеуіңіз ақ болғансыздар. И мына жақта тыңдаған адамдар да болмаған да. Біз вообще бұл подкастқа келген кезде сіздің правдаңыз өзіңізде, Кенбайдың правдасы өзінде. Мынау әңгіме мен сырттан қарап отырмын ғой, бітпейді қазір. Сіз ойынша ол не, біз андай определенный темалар талқылауға келдік та. Ол ойынның ішінде болған адамдар, мысалы мына көріп отырған адамдар да, ертең подкаст көретін адамдар да білмейді да. Одан кейін сіз өзіңіздің сторонаңыздан айтасыз, любой адам өзін жақтап айтады, Кенбай айтады, сіздің взглядыңызды ол білмейді, сіз оның взглядын білмейсіз. Так что бұл шешілетін тема емес та. Біздің просто қойылып жатқан ол сіздің ойыңызша сонда Кенбай айтады, мен ішінде чай ішпедім дейді да, мысалы айтып отыр. Сіз оны білмейсіз, ол чай ішпеген сіз білмейсіз, сіз оны дұрыс емес көріп отырсыз. Ол өзін ақтап отыр. Сіздің не істегеніңізді ол да білмейді, түсінбейді деген сияқты бұл тема шешілмейді. Басқа темаға көшейік, осы в целом осы төрешілік бойынша. Енді қорытынды шығу керек қой. Иә, қорытынды қойылайық. Точка қойылайық. Сіздің ойыңша сонда бір төрешінің бір неге барғаны, клубтың бір клубқа барғаны, ол дұрыс деп санайсыз? Ол дұрыс деп санаймын, себебі төреші жасырмай қойықшы, былай болсын. Ол жеке адамдардың басына тимесінші, бірақ қарындасым мен келінім ғой, бауырым мен келінім ғой. Әсеттің ойынына арай төреші болып кірген моменттер бар. Yeah. И как бы это нормально? Жоқ,
как бы это для вас нормально, но сол неге не нормально айтшы, неге не нормально, кім ойнағанын білмеймін мен ол кезде ше. Бірақ еще сол ойында әсет ұтылып қалды. Жоқ, ұтылып қалса да ұтылып қалмаса да бұяқта сіз түсініп тұрсыз ба, бұл мынау случайдың регламент создаваться етілу керек та, то есть регламент болу керек. Ол барған кезде әсет ұта ма ұтпай ма маңызды емес, бірақ осы вообще сам по себе осы процесс дұрыс па дұрыс емес па деген. Онда былай айтайын саған, мен сізге бір нәрсе бердім ата. Объективті бола алатын болса, мен комментта да жаздым, кез келген жағдайда, кез келген ситуация, кез келген адамға қатысты объективті бола алу керек. Бола алу керек. Мен төрешінің объективіне де қарсым жоқ. Сіз мына нәрсені түсініңізші. Біз клуб деп бұл жерге шаблон қоймауымыз керек. Бір клубтан болған төреші ол объективно бола алмайды деп қойсаң, демек ол төреші басқа ситуацияда объективті бола алмайды. Жоқ, сіз түсініп тұрған жоқсыз. Мен мынандай мақұл төреші идеально объективный төреші болсын. Но если осы понятие біздің обществода дұрыс деп саналатын болса, ертең бір клубқа баратын болса, мен мысалы көтере алуым мүмкін. Маған бәрібір болуы мүмкін. Ол клуб па, клуб емес па, мысалы ертең келіп Кенбай алтын сапаға қарсы ойнап жатсам, мен айтуым мүмкін, мақұл Кенбай объективно судить шығар. Мен қарсы тарап болсам да алтын сапаға. Но үйтіп судить етпейтін адамдар болады, давить ететін адамдар болады. Ондайды көтере алмайтын адамдар болады. Сіздің ойыңызша бүкіл адамдар бірдей емес та, сол үшін де бұл нәрсе вообще дұрыс емес в целом. Мақұл оны көтеретін адамдар бар шығар, мақұл жарылқасымен арқат көтерген шығар оны, но оны көтермейтін адамдар болады. И оны айтуға ұялатын адамдар болады. И сол үшін де осындай регламент создавать етілу керек. Ол барған дұрыс емес деген обществода понятие болу керек. Сіздің істеген ісіңізден кейін, бағана Әлібек Сандыбек айтты ғой, сізді көбісі сыйлайды, мен де сыйлаймын сізді. Мен ең бірінші вот сізге ешқандай негативті жоқ. Мен сіздің ойыңызға қарап, негізі логический цепочка деген не екенін сіздің ойыңызға қарап өскемді өзім. И вот Әлібек Сандыбектің айтып отқан нәрсесі, ол сізді бәрі құрметтейтін болғандықтан, сыйлайтын болғандықтан сіздің істегеніңізді істейді ғой, енді айтады типа Бердімұрат аға істеген ол нормально деп. И осы нәрсе не нормально екеніне келісесіз ба деп міне біз сізге түсіндіріп жатырмық та. Осымен осыдан кейін басқа нәрсе көшек етеміз бе етпейміз бе деген түсінікті ме мені? Былай ғой, әр поколенияның өзінің құндылығы бар. Мен сендердің поколенияларының понятияларына, құндылығына кешеде Кенбайды айтып жатыр, біздің поколенияның құндылығы ол жеңіс. Иә? Сөйтіп айттым да. Жеңіс деген ол тек қана кубок емес, бірақ айырмашылығы бар ол жерде. Енді қандай? Мысалы біздің поколенияның құндылығы ол орта етін. Мен оны менің қатарымның любойынан сұра, иә, біздің кезде турнирдің кезінде қырыламыз. Ол болды, болмаған емес ше. Біздің именно менің қатарымда әр турнирда жоғында 10 команда болатын потенциальный чемпион. Вот реально осылар жыртып шығады қазір деп отырады. Бірақ турнир бітеді. Турнир біткеннен кейін сол турнирда қанша адам болды, барлығы бір ресторанда, бір кафеде отыратын. И сол турнирда болған нәрсе сол турнирда қалатын. Иә, посттар жазылатын, комментарий сол группаға. Бірақ ол дүние на личность кетпейтін. Қазір на личность кетіп отқан жоқ. Кеше кетіп қалды. Үйлерден қарағанымызша. Белгілі бір адамдар. Ол уже көрсетеді то, что меніңше ортаның құндылығын сақтап қалу бізде мақсат болу керек сияқты. Бірақ опять-таки мен өзімнің түсінігімді, өзімнің кезімдегі болған құндылықтарды, поколениенің құндылықтарын сендерге навязывать етіп бере алмаймын. Қазіргі жас буынға навязывать етіп бере алмаймын. Оны жас буын өзі таңдауы, өзінің қалауы. Сол сияқты сенің айтпағыңдай, егер жас буынға ол нәрсе ненормально болып көрінсе, хорошо, подкастта айтайын, ол нәрсе ненормально, жасамаңдар. Біздің кезде ол нормально болып қабылданған. Бірақ бағанағы айтқаным ғой, поколениялардың тоғысында осы дау шықты. Отырғандар, төрешілік еткендер аламниктер болды, ойнап атқандар аламниктер болды, қарап отқандар жас буын болды, төрешілік етіп отқан Кенбайда сравнительно бізге жас буынсың ғой, біздің жас буынымызсың, саған да это ненормально болды. Осы жерден дау туды. Мен бағанағы айтып отқаным сол, поколениялардың көзқарасының тоғыспауы осы жерде. И адамдар оны саясат ретінде көріп кетуі. Хорошо. Көріп кету дегенде ол мынандай ғой, адамдар сіздің, во-первых, ішіңізге кіріп көрмейді. Сіз сондай турнирде не болмаған үшін енді сіз өте опытный адамсыз ғой. Мен ойлаймын, мүмкін емес деп ойлаймын, сіз ол нәрсенің ерсі көрінетін, ерсі көрінетін, дұрыс емес көрінетін байқамауыңыз мен ойымша өте мүмкін емес зат сияқты да. Себебі сізге бірде түрде мысалға сіз егер сондай болсаңыз, сіз өте ақкөңіл адам екенсіз. Сіздің негізі андай әлің күйден қоғам сондай деп ойлап жүргенсіз да. Ол ондай емес қой. Түсініп тұрсыз ба? Сіздің кезіңізде оны мойындаймын, потому что мысалы кешеде мен до конца ойынның соңына дейін Еркебұлан Қуанбайға қатысты көп әңгіме айтылды. Бірақ мен өзімнің объективтілігімнен гөрі Еркебұлан Қуанбайдың объективтілігіне қаттырақ сенемін. Жоқ, ол жігітке біз де сенеміз. Мысалға деймін да. Индивидуально болып тұр. Жоқ, бірақ индивидуально болғанда мен айтқым келіп тұрғаны, в целом сондай нәрсе болды. Адамдарға айтылған. Именно сенбедім деген бағанағы жас төрешілер жібермеген себебі сол. Мен олар просто шеттетіп тастадым. Значит болмайды болды.
ол менің уже субъективный мнением болды БТ ретінде. Енді қандай БТ өзінің төрешілігі кезінде төрешілеріне қатысты субъективті ой қоспайды. БТ жеке бағалайды, дұрыс па? Қосады, дұрысыз. Жеке бағалайды, мына адам мынандай, мына адам мынандай деп. Ойында менің бағалауым сондай болды. Сол үшін сол адамдар кетті. Окей, халықтың алдында, қазіргі жас буынның алдында ол қателік болып көрінсе, мен мойындайын, қателік ретінде кетті. Но опять-таки, егер сол ойында мен Жарылқасынға и Архатқа победа беріп екеуміз 3-2 олар жеңіліп қалса, мен ішім жанып өкінетін едім. Өйткені менің сол қателігім последствий турнирдің өту барысына әсер етіп кетті. Бірақ ол ойында өзім төреші болып, және мен жеңді деген, БТ ретінде мен жеңді деген тарап, өзім жеке төрешілігіммен жеңді деген тарап келесі финалға өткеннен кейін, мен өзімнің ішкі ұятым дейді ғой, әр адам өзінің арының алдында, ұятының алдында жауап береді. Сол нәрсеге жауап бергеннен мен оны нормально қылып соңында жаптым. Өзімнің арыммен, қалай дейді, договор со совестью дейді ғой. Хорошо, онда сіз осы қателікті осылай мойындайық, бірақ бағанағы дүниеде опять-таки мен өзім позициямда қалып жатырмын. Былай айтайыншы. Объективті төреші бола алады адам кез келген ситуацияда. Егер ол объективті бола алмаса, демек ол до конца объективті емес. Хорошо, соны қабылдайық, ана нәрсеге байланысты. Сіз айтасыз да, давайте ана екі кісінің типа дауысын алып тастайық. 3 төрешіні қалдырайық. 3 төреші тек мен, сіз, Абылай мырза емтиханыңыз қалсын. Бірақ Али да біледі, барлығымыз білеміз, мысалы бізде там 11 төреші болып счет соңында дауысты бір төреші шешкен ойындар өте көп болды. Оны мойындаймыз. И сізде не жоқтандай, сіздің сеніміңіз маған андай аргумент болатын жоқ та. Егер мысалы ол кісілердің орнына басқа адам болатын болса, счет 3-2 болатын еді мысалы. То есть олар үкіметке беретін болса. И получается, сіздің олай получается, сен Абылайды да исключать еттің келіп тұр ма ол ойын? Нет, мен айтқан жоқ, мен просто айтадым, вдруг типа мысалы ана екі адам, мысалы Диас пен Бернар мырзаның орнына басқа адам келіп олар мысалы үкіметке шешім беретін болса, онда счет 3-2 болатын еді. То есть айтып келгені, в этом плане типа Абылай екеуінің екі дауысын меншісі болып қалды мүмкін еді, егер мысалы ана екісінің орнына басқа біреу келетін болса. И сіздің былай андай мысалы ана екісін сіз айтасыз ғой да, жарайды сендерге сенейік, ана екісінің дауысын алып тастайық. Егер олай сіз өйтіп айтатын болсаңыз, онда олар 1-4-те 1-8-де басқа ойындарға төреші болды. Онда сіз олардың да дауысын алып тастауыңызға тура келеді. Ну енді егер сіз андай объективно десеңіз, до конца объективді қабылдауыңыз керек, немесе жоқ, сендерде вопрос жоқ, сендерде вопрос ол адамдардың өзінің клубына төрешілік еткені болып тұр ғой. И еще именно ол да болып тұр, типа егер мысалы объективді боламайды деп қабылдадық қой соны. Өз клубына береді олар, и значит олар объективті емес деп айтасыз. Жоқ, бірақ 1-4-тің бірақ 1-8-дің оған қатысқанша. Енді олар айтасыз ғой, біз олар объективті төреші емес деп қабылдап қойдық оларды біз уже. То есть 1-2-ні ол объективті төреші емес деп қабылдап отырық. Почему? Потому что сен оларды именно полуфинал ойынына жібергенің өзінің несіне төрешілік ете алмағанын ретінде қабылдап. Бірақ ол басқа жағдайда объективті төреші. Жоқ, айтасыз ғой, типа объективті төреші деген нәрсе ол өзінің клубына да төреші бола алады деп айтасыз. Егер боламаса, значит ол объективті емес. Сонымен қалып тұр ғой. Менің мнением сонымен қалып тұр. Бірақ сендердің сұрап отқандарың до конца мойындамай өз позицияларың до конца жақтап отқандарың осы болып тұр ғой. Мен айттым ғой, жаңа комментарийда да айттым, Кембай, мен сені қанша отырып сөйлессек те екеуміз переубеждать ете алмаймын ол нәрсеге. Жоқ, убеждать ететін қажет жоқ маған. Маған бұл зат бір жақтан. Потому что сенде ол априори нәрсе болып тұр. Дұрыс па? Ол априори нәрсе болып тұр. Менде де ол априори нәрсе болып тұр. Окей, онда келесі сұрақ менде осы нәрсеге байланысты. Ол кісілерді кім төрешіге шақырды? Не үшін олар төреші болып келді вообще? То есть олар, зачем они там нужны? Бізде аға буындардың қауымдастығы бар. Ол чат бойынша мен жазылды. Үлкен турнир болайын деп жатыр. Кім келе алады максималды? Мысалы Темірбек Таймасов. Уақыттарың болса келіңдер. Төрешілік етіңдер. Мен шақырдым. Зачем? То есть сенің менде болған ресурс думаешь жетті ме? Я айттым ғой, мен сізге поименно санап бердім адамдардың атын, который отырған. Мен үшін жеткен жоқ. Нет, оны айтқым келген андай ғой, егер де мысалы егер ағайындар келіп енді сондай шешім, мен олар шешім талқылатқан жоқпын, просто егер олар келіп в целом самосуществование деген сияқты ғой, дуализм деген сияқты, сол нәрселер болмайтын болса, егер ана кісілер отыратын болса, біз ана кісілерді қазір шақырып төртінші курстарды олардың өздеріне жеке әңгіме келмеуім керек еді негізі. Ол логикаңмен қуатын болсаң. Онда мен бытылыққа келмеуім керек еді. Ол логикамен қуатын. Давайте онда бедек Бердімұрат ағана, в общем әңгіме бітпейді. Онда по факту сөйлесейік та. По факту енді ренжімеңіз. Мысалға финалға шыққан Тұрақбай аға бар да. Мен негізі бұл ойында болған жоқпын, но мен, короче, Тұрақбай аға вообще негізі, скорее всего, L-ды 1-8-ге шықпау керек адам еді. Мысалға, бізде определенный
информация да бар, то что ол кісіге мысалға сол ойында мен не болып жатқан кезде көрермен болып келдім, мен вообще көрермен болып келдім. Определенный информация деген нәрсе жоқ. Айтқансыз мен дәлдеп беремін одан кейін. Факт в том, что мысалға бір қыз келіп айтты да мынау кісі қалай ЛД-ға шығып кетті. Во-первых, мен ол кісіге 19 ойын ғой деп іріктеуде ше, мысалға мен сосын бүйтіп санадым, ең соңғы не қаншамен шықты деп ше, 94-пен ба шықты қателеспесем. Сонда ол кісі бүкіл 3 ойыннан 25 алып шығу керек еді. 75 плюс 19 тең 75 26 алды. Сөйтіп алды ма? Онда сұрақ мына сізге. Мен ол жерде төрешінің бал ойнап ойнасыз. Жоқ, бірақ ол кісі қаншамен шықты? Тоқтатыңыз, мен айтайын. Ол кісі 4 ойын ойнады, иә. Мен сол 4 ойында ойнағаны 2 ойында төреші болған адамдармен хабарластым. Біреуі 24 қойған айтты. Екіншісі ол кезде ойында 3 төреші болды деді. 3 төрешінің біреуі мен болды деді. Айтып кетейін, типа. Мен 3 төрешінің біреуі мен болдым. Болғаннан кейін ол жерде қазір тоқтаңдар. Жоқ, біз анау теманы жаптық қой. Ол болды. Ол әркім өз жағында қалды, айтты. Келесі поколенческий разрыв деп айта салдық оны. Мынаған байланысты 3 төреші болған өзде, 3 төрешінің біреуі сол төреші болды, и ол 19 қойды. И ол кісі Тұрақбай мырза ЛД-ға 99 деген балмен шықты. Хай сеткада 99-бен емес. Хай сеткада 99. Шатаспаңдар. Менің есімде Ерғали ғана 100 алды. Жоқ, ол кісі таңдауға шықты ма, таңдауға шықпады ма? Хайда шықты. Таңдады ма ол кісі? Ал таңдамағандар, мысалы Жази қанша болды? 97. Ол кісі 99-мен шықты. Біз оны басқа мен точно білмеймін, бірақ 97. Жоқ, ол информация бар. Ұмытып қалдым мен, честно. Санға слабымын. Мен оны хайға шыққан адамдардың өздеріне жекесіне жазу арқылы анықтадым. Яғни хайға ол кісі 3 па 4-ші болып шықты. И олар айтты, ол кісі явно 99-мен шықты. И есептеген күннің өзінде мынандай болып тұр да, типа егер ол біреу мысалы бір төреші іріктеуде 24 қойған болса, 24 ол қалған ойындардан 25 алып шығу керек. Ал 25 алу үшін сен егер бір ойында 19 алатын болсаң, онда қасындағы 2 төреші есеп бойынша олар 28 деген балл қойып беру керек. Ал орташа максимум балл бізде 26 болып отыр. И мен андай әрине менде толық картина жоқ. Менде толық картина жоқ, оны мен мойындаймын. Типа мүмкін ол төрешілердің қателік те болуы мүмкін, то есть уақыт өте келді олар искажение информация мүмкін, ондай мойындаймыз. Бірақ андай айналып келген күннің өзінде біздегі бар фактілер бойынша, яғни қазіргі пікірсайысшылар жүрген пікірсайысшылардың ойлары бойынша ол кісі ЛД-ға шықпау керек еді, ол кісінің балы қате есептеліп кетті. Возможно, сіз 3 төрешінің орнына тек 1 төрешіні есептеп кеттіңіз, возможно, ол да мүмкін. Немесе одан там трагедия, мысалы там төрешілерге адамдарға қабылдауға нәрсе, сіз просто бал қосып беріңіз ол кісіге. И получается андай осындай ситуация болып жатыр да, и ол кісі қалай ЛД-ға шықты деген бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, егер осындай именно мысалы суреттері немесе адам дұрыс зерттелген заттары ашық салынатын болса, онда осындай проблема реально болмас еді. Мен Майна ханыммен сөйлестім, Майна ханым айтады, төреш бірақтар менде, а Майна ханым қазір Астанада. Бір нәрсе қоса салайын. Жалпы бұл жайлы мен білмеймін, Бердімұтаға мына жігіттер жақсы дайындалып келіпті негізі. Просто бұл жерде енді көрермендер бар, подкастты көрермендер білмейтін, мысалы Бердімұтаға мен Тұрақбайға екеуі легендарный команда болған нәрсе, біздің көкжал сияқты деп қойсаң, сөйтіп ойнап жүрген нәрсе. Бұл турнирге келген кезде мен бірінші күні келгеннен бастап мынандай нәрсе айтылды маған. Это ол жас буындар емес, үлкен буыны. Элден Тұрақбай алады, АПФ-ті Дәкең мен Әбекең алады деді. Сондай нәрсе айтылды. Содан бастап бұл нәрсе ары қарай өз туындап тұрған мәселе шығар. Мен енді жынын сандыра келген шығар. Жоқ, ол нәрсе мынамен келсек, что біз өзіміз дебат ойнаған кезде көп турнирде сөйтіп айтылған жерлер болды. Келгенде бар, келмегенде бар. Просто осы фактыға кішкене түсініктеме, неге мына Тұрақбай мәселен сіз бал қосып тартып беруіңіз керек деген сұраққа кішкене түсінбей қалатын адамдар бар шығар, соған жауап беріп жатқан. Ондай емес шығар, мен білмеймін просто. Ситуация айтып жатыр. Біз де білмейміз, бірақ біз определенный информация болған үшін сізге вопрос қойып отырмық та. Ситуацияны түсіндіріп беріп жатырмын. Енді мен осы ситуацияға қатысты адам болғандықтан өзім ойымды айтып жатырмын да негізі. Сондықтан мен өте таңғалдым негізі. Енді ол жерге келген төрешілер, мен өзімде болмадым ойымды көрмедім, вообще қаларым жоқ. Мен просто сұрадым 3 төрешіден. 3 төрешіден емес, 2 төрешіден сұрадым. Ойында не болды, кім не ұсынды? Маған төреш парақтарын әкеп берді, жинап, шешім бір жақты болды. Төреш парақтары бар. Шешім бір жақты болды. 3 төрешіге жеке-жеке звондап сосын да болады. Ол кім төреші болды? Темірбек Таймасов, ТО-ның аға буыны. Давно бітіріп кеткен аға буыны. Хорошо. Арайлым ТО. Сосын Ердәулет, қателеспесем. Сенің қатарың, иә? Зиялы қазақ. Сен үлкен. 3 төреші болды келген, 3 төрешін қойып кетіп қалдым болды. Енді вопрос туындайды. Үшеуімен мен жеке өмірде араласам ба? Үшеуіне мен поручение бере алам ба? Осыларды шап немесе Әлібекте ұтылдыр. Үшеуіне менің сөзім өте ма? Или ба сен былай сұрап көр. Сол ойында, сол турнирда болған
қанша төреші болды саған, сенде қанша төреші болды, соның әрқайсысына поголовно звондап сұрап көр. Мен ойынның өту барысына байланысты, олардың шешім шығаруына байланысты араласа алдым ба, араласуға тырыстым ба, бірдеңе намекать еттім ба. Өйткені обычно саясат жасалынса, сен білесің, енді бізде де талай шабылдық қой, өзің білесің. Барған кезде сен уже білесің, төреші саған уже шешімді шығаруға емес, қазір сенің келсең, отводқа келсең, отводыңа қалай беруге дайындалатын адамдар болады. Жасыратын жоқ, сондай адамдар болады. И уже барып одан отводты алғың келмейді сен. Неге? Потому что толық жоғын білесің. Жалпы дебатта отвод берудің өзі толық жоқ екенін адамдар түсінетін заман болды ғой. Шешім ешқашан өзгергенін көрмеппін. Бірақ ситуация в том, что сол үш төрешіге сенімсіздік артатындай сендерде мотивация бар ма? Жарайды, олардың шешімі дұрыс емес дегенге ше. И метаны түсінбейді дейін десең де, екі адам түсінеді, бір адам түсінбейді, ладно. Ердәулет ойнап жүрген жоқ негізі вообще. Ол білмеймін, соңғы рет мен оны өзінің турнирінде ғана көрдім, 1 жыл бұрын, одан кейін аралық турнирларда вообще көрген емеспін ол кісіні. Просто мынандай момент болған сияқты, мен БТ ретінде 100 таныс адамдарды қоя бердім. Оны мен мойындаймын, менің қателігім шығар. Жас буыннан гөрі келген соңғы шалдарға қаттырақ сендім. Ол менің ең үлкен қателігім шығар. Но в то же время БТ ретінде маған да обидно, сондай қарумен, солаймен шығып кеткенім осы соғысқа. Мен дайындалып шығуым керек еді, в плане төрешілік составты өзім бекітуім керек еді. Білетін, танитын адамдарын шақыруым керек еді. Хотя бы оның аттарын білетін адамдарды шақыруым керек еді мен. Түр жүзін аттарын білетін адамды шақыруым керек еді. Сен өзің БТ болған моментта мынандай нәрсе болады ғой. Мысалға, кейбір ойындар бар, ауыр ойындар. И сол ол ауыр ойынға даже сен білесің, сол адам барса объективно боламайды ау. Мысалы, Алидің айтып жатқан сияқты, объективно боламайды ау деген адамдар сен так жібермейсің. Дұрыс па? Даже іштерінде өзара, білмеймін, бір клуб араларында бір жеке неприязнь бар адамдарды білсең, сен автоматты олардан шауып тастайсың бағанағы ауэстік сияқты. Неге? Себебі ауэс өзі ұйымдастырып жатыр, ішінде 25 төреші бар ма, 25 төрешіні поголовно БТ жатқа біледі. Өзі дайындаған, өзі тренинг жасаған. Бірақ сіз енді скорее клубтарды білесіз ғой енді? Жоқ, клубтарды минимально клубтарды білесіз ғой. Клубтарды білемін ғой, бірақ максималды сол клубқа клуб түсірмеуге тырысқан күннің өзінде сетка так попала то, что извини, ойында қатысушы болған 3-4 команда ТО, 3-4 команда алтын сапа, 3-4 команда СДУ, сондай болды ғой, таптан өткен өздерің көрдіңдер. Жасыратын жоқ. Екі клубтың айналасында өте көп адам өтті. Ол бітіріп кеткендері болсын, бітірмегендері болсын. Келіп отқан массовый төреші опять-таки сол клубтардан. Бұяқта іріктеу емес, просто... Не, вообще говорю. Іріктеудің өзі дұрыс емес онда. Жоқ, сен айтып отқан бағанағы түсініктеріңше, іріктеудің өзінде онда қателіктер жіберілген. БТ ретінде, мен жауапкершілікті өзім ойын алайын, бірақ опять-таки Бердімұраттың жалғыз бұл жерде күнәсі деу мен ғана обидно. Жоқ, сіздің күнәңіз деп отқан жоқпыз. Біз бұяқта сізді вообще не істеп отқан жоқ. Просто сізге сіздің логикаңыз маған өте қатты қызық болып тұр. Мен вообще неяқта не үшін отырмын деп айтуым мүмкін. Бір қатысушы, финалда қырылған мынау кісі төреші. Мен просто ол ойында жүрдім да, ояқта жүрдім да, мен вообще демалуға келгем. Білмеймін, соңғы кездері дебат турнирларына барған соң, суббота, воскресенье бір дебатерлармен кездескім келіп тұрады екен. Негізі өте қиын екен ше, сөйтіп жүріп қалғансын. Қолым бос болып қалды, бардым, қарадым, мне стало Бердімұрат аға, шынымды айтайын, стало противно. Ең бірінші очередь Кенбайға келіп айтқан мен болдым да. Финалда келіп қарадым, Кенбай отыр. Мен бірақ арғы столды қараған жоқпын. Мына столда отырды да, ол бізге жақын. Біз прикол ұстап отырдық әлібектермен. Сол кезде қарасақ Кенбай отыр. Мен Кенбайдың честностьна бек мейір айтпақшы, все, что могу на ком поставить, оның честностьна ше. Өте сенемін да. И келіп Кенбайға айтам, сен типа, не үшін отсың арада деймін ғой. Енді мақұл Бердімұрат аға қойып жатса да сен не үшін өзің келіп отырдың дедім да, потому что мен білем Кенбайдың взглядын. Сөйтіп тұрады да, сен братан арғы солға қараш дейді маған. Сол жерде бір EIB-дің жігіті отыр да, 2 зиялы қазақ отыр. Финалда бір EIB, 2 зиялы қазақ, бір алтын сапа. Осы моментта мен еркекше жігіт ретінде мойындайын сендерге. Мен Ердәулеттің зиялы қазақ екенін жаңа айтып отырмын ғой. Турнирдан кейін біліп отырмын. Шын. Енді төрешіден сұрамайсыз ба, сен қай клубсың деген сияқты хотя бы, не? Жоқ, бүйтіп ойланбайсыз ба дегенім ғой. Изначально бағанағы менің понятиямды білсеңдер, мен оны сұрауды қажет етті. Объективтілігіне сенеді бұл кісі, клубқа байланысты емес. Клубқа байланысты емес, просто шал и нормально.
ойынды түсінеді. Андай типа дебатта гештальты жоқ, несі жоқ, типа өмірден гештальт деген не? Короче, андай ғой, типа өмірден ешқандай обидасы жоқ ешкімде. өмір өзінің өмірі полноценный. Вот именно шалдарда больше гештальт жоқ сияқты. Не, вот айтып не да, типа андай өмірде и так өзінің семьясы, жұмысы, там жетістіктер жетіп отыр, и дебатқа келіп біреудің ақысын шығару немесе біреудің жолын қию деген нәрсе ол ошондай, противный нәрсе. Сіз сондай логикамен сенесіз? Сен әдемі айтып отырсың, вот бағанағы менің айта алмай отқан сөзімнің түсінігі осы гештальт деген сөз екен. Иә. Честно. Гештальт деген чуть-чуть по-другому, но я негізі анау до-отвод деген сөзді кешегі турнирде үйрендік қой. Біздің елде ондай нәрсе болмады ғой. До-отвод негізі не үшін қабылданбады сол турнирде? Тағы бір сұрақ, кстати, еске түсіріп жібердіңіз. Кейбір ойындарда мысалы до-отвод қабылданбады деп. Қай ойында болмады мысалы? Енді бүйтіп мен просто адамдардың атын айтып жоқ, мен максимал қабылдағандай болдым до-отводты. И даже сен айтып отырсың 1-4. Жоқ, до-отводты мысалға ше 1-8-де мен до-отвод қабылдамадыңыз. Иә, сіз кімге? Сізге қатысты. Маған қатысты. Енді ол ойынсыз до-отвод болды ма? Ойынсыз до-отвод болды. Без прикол айттым. Без прикол. Бердімтаға сізге отвод қабылдайсыз ба дедім, жоқ қабылдамаймын деді. Жарайды деді. Мен Бердімтағаны сыйлаймын. Енді не үшін қабылдамайсыз? Анау деген мен жасым не позволяет бұл кісінің құрметіне. Жарайды дедім, кірдім отыра салдым. До-отвод 1-8-де неге қабылдамадың? 1-8-де төреші менің баруым себебім, мысалға төреші жоқ болды. Төреші көп қой негізі. Түсінемін, 1-8-де ойын біздің центральный ойын болды деп ойлаймын өзім Абылай мен Дәулет аға қарсы. Мен айтпаймын, что мен оларды ұттым, олар ұтылмады, ондай маңызды емес. Просто жаңа мәселе бойынша айтып жатырмын. Факт, до-отвод не үшін қабылданбады? Мен просто қазір адамдардың атын айтып тұрмын, ол дұрыс емес, не үшін кетіп қаламыз? Менде ресурс болған жоқ. До-отвод именно сенің ойыныңа ресурс болған жоқ. Міне енді сіз өзіңіз өйстіп айтып жатсыз да, но ойында оказывается Алтын Сапаның бағана қызы келіп ауысқаны, ол ресурстың как минимум болғанын айта алады да. Какой-то бір вариация замены, олар өздері ауысты деді сізге. Өздері ауысып кетті, маған айтпай. Иә, енді это то есть сіз безысходностьта еместігін сөзді білдіреді. Ауысты деп айтып тұрсың. Ауысты. Замена жасаған жоқ. Ауысты. Замена жасаған. Румдармен ауысуға болады ғой енді. Жоқ, румдармен ауысты, замена жасаған жоқ. Енді ең соңғы ойын басталған осы жігіттің ойыны, оның мойындасың. Біз ең соңғы. Иә, мен кеш ол жайлы, мен кеш келдім ойында. Басқа ойындар полный басталып қойды. Жоқ, енді мен қазір сізге мен төреші болатынымды, ойын басталған кезде сендерге кіріп келдім, сол кезде білдіңдер. Дұрыс қой. Иә, оған дейін білмедім. Оған дейін білмедім. Мақұл, енді оны айтып отқан жоқпын. Ол ситуацияға байланған дүние, дәл әлеуметтік ситуациясы. Мен сол үшін жоқ дедім. Просто мен қазір енді ойын басталып кеткен, басқа орынға барып, маған отвод келді, сен аяққа баршы, мен аяқта отырайын деп айта алмайсың ғой. Енді өзің түсінші, 1-8-де БТ жалғыз өзі ұйымдастырып басқа нәрселерге қадағалап жүргеннің орнына бір орында төреші болып отыр. Бұл түсіндім мен сізді. Енді осы жерден ресурсың жоқ. Бұл индивидуальный ситуация болды, мақұл. Но енді определенный ситуация. Енді бәрін бұл жерде мынандай әр нәрсені индивидуальный ситуация келтіруге болады. Индивидуальный ситуацияға келтіруге болады, мен келтіріп бере аламын да. Бірақ опять-таки бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Сендердің алдарыңда келіп ақталып отқан адам сияқты боламын. Бірақ логикаға салатын болса, көріп отқан жігіттер, қыздар, кінәлі адам немесе саясаткер сендердің беттеріңе түкіреді де арттарың не істесеңдер оны істеп алыңдар деп айтады. Мен біріншіден осы ортаға деген сыйластығым, екіншіден кез келген дүниені, олан астарлы ақиқатпен көремізден миға сіңіп шығар, екі жақты тыңдамай, жалпы өмірде заңгер ретінде ше, өте көп көріп жатырмын. Екі жақты тыңдамай ешқашан шешім шығаруға болмайды. Әркімнің өзінің шындығы бар и және ақиқат бар. Біреу мнениясын өзгертуі мүмкін, біреу мнениясын өзгертпеуі мүмкін. Бірақ менің молчание ұстауым ол сендердің айтқан бүкіл дүниелермен келісу болатын еді. И дебат қауымдастығының алдында біреулердің көзінде тәки-так саясаткермін, оны өзім де білемін. Мені капец бір андай самый құйтырқы әрекеттерді, сен айтатын құйтырқы әрекеттерді жасайтын адам ретінде біледі. Но в целом осы турнирдағы болған дүниелер халықтың ойлағандай болып жатқан жоқ. Мадина айтпақшы, случайность не случайен дейді ғой, бірақ случайностардың жиынтығы сізді саясаткер көрсетіп берді деп жатыр. Өте көп факторлар болды осы дүниеге алып келген. Бағанан бері талқылап жатқан кезде ол нәрсені өздеріңіз естіп отырсыңдар. Төрешінің жетіспеуі, менің танымауым, менің взглядым, поколениялардың бір-бірін түсінбеуі, поколенияларға деген менің субъективті ойым ол дүниелерге қатысты сендердің өз ойларың, қалыптасқан ортақ қабылдаған ойларың, бірақ ол менің ойыммен мүлдем ұштаспауы, қалаулардың болмауы, бағанағы төрешінің судействодағы мен онда клубын білмеуім, осы дүниелердің барлығын алып қараған кезде, енді қалай айтсам болады, қиын. И сосын финалды ойынға байланысты. Мен жасыратым жоқ, мен уборныйға кеткенде артымнан келдің ғой. Иә. Атсаңыз мен. Және керек бар ғой, табиғи қажеттілікті тоймай қалдық сол кезде.
взбесило. Мен де адаммын ғой. Реально турнир бойы доғат вот бағана сендер айтып отқан анау мынау айжөн тиіп Малик Айдар келіп өзінің несін айтып прикол ұстап кетті. Онда Абид айтқан жоқ, ол қатарым ғой. Ойнап прикол ұстап кетті. Осылай болды, былай болды деп ше мысалға. Ерғали как раз сол моментте келіп қалды, екеуміз сөйлесіп отырып қалдық, бірақ ол вообще басқа моменттар. И тут сен анандай нәрсе айтасың да, максималды бағана полуфиналдан кейін дұрыс төреш қойылмады деген әңгіме болды, төрешінің саны аз болып қалды, мынандай болды. Әкесінің 9 төреші болады, қазір кім бар, шалдардан бәрін қоямын. А менде списокта мысалға Жанна и сен мысалға бітіріп кеткен шалдар ретінде списокта болды. Сені қойдым, ананы қойдым, мынаны қойдым, өзім. И такой сижу, қазір бәрі болады. Реально жинап аламын да, көрсетіп тұрып, мен сөйтіп шығарам шешімді. Честно, ей-богу. И тут андай әңгіме болады. Олай болатын болса, онда 3 шал болсын, ешкімге шатағы жоқ, нейтралитет дедім. И келдім, мысалы, Темірбек Таймасов ТОшник, Абылай Құрметұлы, мен. Үшеуміз отырдық, мына партан бәрін алып тастаңдар дедім. Енді болады ғой, бір любой нәрсенің шегі. Финалға дейін каждый ойынға доғатвоттың келе беруі, оны сендер бастарыңа келмесе, әркім өзінің пәпішкесін кимесе, мүмкін сендер оны түсінбейсіңдер. Әлбек күліп отыр ғой, менің басым ондай нәрсе келмейді деген сияқты. Изначально бәрін честно жасайын деп ішінен ойлап отқан шығарсың. Так как өздеріңіз мақалыңызға күліп отырмын, күшті айттыңыз да соған. Қайсысы? Пәпішкеңіз кимесе деген сияқты соған. Иә. Сосын алдым да, тупо шауып тастадым барлығын. Сен де кетесің, құрыңдар. Өзің көрдің ғой, микрофонмен сөйледім еще бүкіл залға. Жеке келіп айтқан жоқпын, тұрып кетті. Түсіндім. Бірақ ол ойында типа ол финалдың алдында қойылған төрешілерге вопрос қойылды да. Ойындар маңызды емес бұяқта. Сіздің алдында істеген поступыңыз болып тұр да. То есть бағанағы UIB-дің төрешісін қой, Зиялы Қазақтың төрешісін қой, не Алтын Сапан. Сіз мейлі да, сіз бір баланы білмесеңіз де екі адам анау клубқа келіп. Алтын Сапаныкін біле тұра қойдың ғой мен. Жоқ, енді біліп тұрмын ғой. Сіз арғы сіз 3-1 қойдыңыз ғой негізі басында білесіз. Неге? 2-2 қойдым. UIB Зиялы Қазақ, Алтын Сапан. Алтын Сапаннан тек мен ақ болдым. Разве Жанна қойылған жоқ па не? Сіз мені ғана жібердіңіз. Сіз 3-1 мен уверен болғанмын, Жаннаны жібердім. 3-1 қойдыңыз сіз. Ну, енді ол может типа мелочь шығар енді. Иә, мелочь шығар. 3-1 болды орада. Окей, ол жерден де сендер келісейікші. Жоқ, сол нәрсе дұрыс емес еді. Жоқ, анандай ғой. Сөз болсаң сөз шығады, мелочьті қуа беретін болсаң, любой турнир саясатты шығарып беруге болады. Мақұл, Бердімұрат, онда бетейік мынандай нәрсеге руслаға бұрылайық та. Ай, руслаға. Короче, біз қазір мелочь етіп кеттік қой. Енді бетейік. Сіздің ойыңызша, скорее всего, қазір біз өз ойымызды айттық та, и сіз өз өзіңізді айтсыз, и қазіргі пікірсайыстың бейнесі бар. Өзіңіз көрдіңіз. Сіздің ойыңызша қазір слабый төрешілік та. Қазір слабый емес. Сендер жасырмай ақ қойыңдар, қазір слабый емес. Қазір бір-біріне деген неприязны бар адам біздің кезден де өте көп екен. Мақұл, сондай болсын да. Енді сіз келсесіз ба? Өйткені жас буынға үйтіп бір-бірінің сонша қырылуы, даже извините, ата буындардың, мен айтпай ақ қояйын кім екенін, опять личность қойып. Ата буындардың жас буындарға доғатвот беруі, хотя ол оның клубы ештеңесі емес та, мені таңғалдырды. Неге деген сұрақтар реально менде туындады. Ол нормальный зат емес па? Негізі андай не ғой, біз инклюзивный ортамыз ғой, и адамдарға ұнамау, это абсолютно окей. Біз ортамыз. Иә, ортамыз. Но біз ортамыз, академический ортамыз біз. Орта болғаннан кейін құндылық жоғалтып алған сияқтысыңдар. Ол құндылық емес қой. Мен сендерге түсіндіріп бере алмаймын. Мені көрген шалдар оны түсінетін шығар. Апалар оны түсінетін шығар, менің қатарым. Бірақ сыйластық ол сендер айтпақшы қалай айтсам болады, мен сені жеке сыйлаймын, бірақ сенің бұтылығыңды сыйламаймын деген бізде түсінік болған жоқ. Біз либо ол адамды сыйлаймыз, либо ол адамды сыйламайтынбыз. Себебі адамның поступкы оның несін көрсетеді, әрекетін көрсетеді. Сыйластыққа байланысты ше? Сыйластыққа байланысты. Дебатта сыйластықтың болуы саясат деген нәрсе. Во-первых, аға буындардың көбісі айтып кетті да? Жоқ, ондай емес. Во-первых, аға буындардың көбісі айтып кетті сыйластық жоқ деп ше. Но по дефолту мынау мен районда өскен жігітпін да, негізі ше, бүйтіп Таразда өскен, районның несін көрген. Мен сіздің менен үлкен болу үшін сыйлау деген понятие ол негізі дұрыс емес та. Үлкендік емес, адамның поступкына. Иә, өз іс-әрекетіне байланысты. Өкінішке орай бәрі де келсе шығар. Сіз енді көрмедіңіз, но мына жерде көрген сол жердегі біздің бүйтіп жүрген аға буындардың ойында істеген тірліктері болсын, неде істеген тірліктері болсын, олардікі оларға ақталады, мен түсінемін. Олар хотели там покайфовать, енді келіп там не істеп кетті ғой. Но ол адамдардың сондай поступок істеп жатқан кезде пікірсайыстың аға буындары, легендалар ретінде сондай нәрсе істеген кезде оларды мына поколение қалай сыйлайды деп айтқым келеді да. Вот, осы нәрсені сөйлескім келеді, өте жақсы нәрсені қозғадың, шын. Вообще фан деп ат.
жоқ түсініп тұрмын понятие фан-дебата немесе залды күлдіртіп ойнау, залды көтеру, құлату, қайтадан жылату, бағана Әлібек айтпақшы, это не показывает то, что ол адам құрметсіздік жасап жатыр, и не показывает то, что көп төрешінің ойында, оказывается, фан-дебат ойнаған адам ол логично ештеңе айтпайды. Жоқ айтады. Болады фан-дебат күшті ойнауға негізі. Просто ана жерде айтылған әңгімелер реально ұнаған жоқ, аудиторияға даже маған да ұнаған жоқ. Іс-әрекеттен бөлек поступок. Сен төреші болдың ба? Төреші болдым, иә, бірақ ана жерде төреші болдым, мысалы бірдегі төрешікте андай біреуді зорлап кетіп, там бірдеңелер жайлы қатты подробностьтар айту. Сен просто факт айт, осындай болды деп, болды. Егер мен төреш программаны ашып қарасаңыз, менде ондай сөз жоқ, менде абсурд ситуация деген сөз бар ана жерде. То есть мынандай айтады, яғни мынандай абсурд ситуация бар екен деп жазып алдым мен ана. И андай қазір мен ол жерге ана даруға менің жас мыңдарым келді да. И мен жас мыңдардың алдына шығып алып, ана кісі типа мынандай нәрсе болып жатыр, оның тарихы мынандай, негізі ол мынандай ғой деп подробностьтар айтып беру мынандай. Ну, реально белден төмен әңгіме, ол авторитета не добавляет, еще и там академический дебатқа вообще келмейді, типа ол нәрсе. Бұл нәрсені былай сендерге түсіндіріп беруге тырысайын. Во-первых, я не скажу все, но біздің поколениеда ол нәрсе норма болып қабылданатын өте көп адамға. Оны сендер мойындаңдар, иә Әлібек? Біздің кезде ол нәрсе норма болып қабылданатын. Мен де норма қабылдаймын оны. Иә, белден төмен әңгіме дегенде, мысалға Жеткер деген жігіт бар, біреуін танысаң, біреуін танымайсыңдар. Ең мәдениетті, ең джентльмен Астананың дебатерлерінің біреуі. Екеуміз Тарсукапта финалда ойнадық. Бірақ екеуміздің ойынымыз 21+ болды. Мүмкін ол ойынды көрген адам бар, мүмкін білет. Тарсукаптың финалы. Сол кезде ол нәрсе норма болып қабылданатын. Потому что біз не то что белден төмен әңгіме, бірімізге деген элдің финалы болды, бірімізге деген тыққан приколдарымыз, на личность переходить ету емес, просто сол приколдарды ұстай тұра, сол приколдарды айта тұра, элдің әдем ойнап шықтық. Кәдімгідей жақсы ойын болды, халқы разы болды, отырған адамдарша, дебатерлар кәдімгідей мәз болды, жақсы дебат болды, күшті болды, шөттің өзі 8-7 мысалы. Ұтып қалдым. Бірақ шынымен де тартысты жынды ойын болды да. И біздің кезде ол дүние норма болып қабылданып қалып, мен түсінем, реальность ожидание болған шығар кейбір адамдарда. Легенда деген адамдар, легенда деген, сен дұрыс айтасың, мета деген нәрсемен мен кішкене келсем, себебі неге мен жылына бір рет болсын келіп кетіп жүрдім мысалға да. И ТО-ға келген кезде мен бірақ ойын күттім, бірақ ойын қиналдым, бірінші ойын қиналдым. Потом уже темаға кіріп алдым, қалай ойнау керек дегенге. Қазіргі дебатерлар, қазіргі төрешілер нені сұрайды дегенге мен кіріп алдым. Но ол жерде менің ликвидностьтім болды ол нәрсеге ше. Тез сол нәрсеге үйрену, Нұрханның айтқанымен ары қарай қалай ойнау керек жүру деген әріптес Нұрхан болды. Екеуміз кетіп қалдық, сразу ілініп кеттік. Мүмкін Абылайлар, Дәулеттер, Айжан да мысалға өте қатты агрессивті ойнайды ғой. Сен білесің өзің Айжанның ойыны қандай екен. Андай жіберген кезде кабинетте терезе дірілдеп жатады Айжанның ойынының кезінде. И кейбір адамдарға ол нәрсе өте ерсі болып көрінген. Өте қатты ерсі болып көрінген. Қазіргі поколение слишком романтизировать етіп жібердіңдер деп те айтамаймын. Опять-таки ол сендердің құндылықтарың. Сен айтып отқан академический құндылық, сен айтып отқан не. Бірақ марқұм Құралбек ағаның сөзі бар. Мықты дебатер бір ойында аудиторияны жылатып, күлдіріп, өзінің айтқанда сендіретін адам деген. Жылатып, күлдіріп, өзінің айтқанда сендіретін адам деген. бір неде айтқан, UIB-да бір ойында. Сол кезде сол дүние есімде қалқапты. Ол оның айтқанының бір сөзінің жаны бар. Бұл жерде мен айтқым келіп тұрған мықты спикердің үйтіп аудиторияны ойната алуы ол жақсы қасиет. Енді біздің кезде элны қалай бағалады Әлібек? Айтсайшы, я сомневаюсь, что құра екен ол жерде анда именно белін төмен әңгіме айтып та күлдіруге болады деп ондай зат айтылмаған. Бұл нәрсе неге қатысты? Бұл АПФ-ге қатысты әңгіме. Аға буындардың келіп сондай ойын көрсету неге олай болды деп жатыр да. Типа жас буындар недовольный адамдар өте көп болды, даже комментарийда қарасаңдар, сыйластық деген нәрсе, типа аға буындардың сыйластығы мынау ма деген сияқты түсініктер қалып. Жоқ, аға буындар өздері типа жастарда сыйластық жоқ деп айтып жатыр ғой. Бірақ өздері осындай ойын осындай нәрсе көрсеткен кезде сен қалай сыйлайсың деген легендасы болған үшін сені сыйлау деген это негізі дұрыс емес та, сен поступкпен дәлдеу керексің, дұрыс па? Енді мен айтып жатқан мынандай, сен келесің, допустим, да, мен мысалы өзім представить еттім, мен как жас буындарды түсіндім да, вообще в целом ол ситуацияны. Сен ойлайсың, мысалы айтады,
Бердімұрат деген ағаң бар, короче, клубында айтады. Сен еще біз қазақпыз, қазақ деген асыра сілтеп, өз-өзіңе бүйтіп воображать етіп, ол адам негізі по факту ондай емес, сен оны бірақ 300-400 есе еселеп жүресің де өзің көзіңде. И сол келген адам тұрып саған өте төмен деңгейде әңгіме айтып тұратын болса, сенде, во-первых, культурный шок болады, ну, типа, анау культураның адамы өйстіп келіп осында ойнайды деп, сен естеген адам сондай кезде ол адамды қалай сыйлауға болады деп айтатырмын. Ол жастардың сыйламай кетуі ол нормально, егер сен сондай поступок жасасаң деп мен соны айтып отырмын, түсініп тұрсыз ба? Мен бұны айтып отқаным сізге емес, сіз өйтіп істемейсіз. Просто мынау тыңдайды ғой қазір аға буындар нелер. Біз бұны не үшін айтып отырмық, что басқа біреулер тыңдасын деп та. И скорее всего аға буындардың өздері де мына ортаға келе ма, сол ортаның какой-то несіне сәйкес келу керек. Мен просто айтып отқаным мынандай да, мен Астанада класстас дебатерім бар, Алматыға келіп ойнатқыздым. Оларда боғауыз сөз айту бәрі норма, короче. Сен отырдың ба, румда отырып, анан бүйтіп фейспалм ұстау, короче, бәрі норма. Ну, мен енді біздің кезде ол жоқ, енді оларда қазір сол норма. Мен бірақ Алматы дебатын ол норма емес та. Бізде көбісі намазхан жігіттер біреудің несін құрметтеу керек қой, негізі по-любому. Сол ортаға келдім ба, мен соған әрең түсіндірдім да, мына ортаны сыйлау керек деп ше. И ол аға буындар да осы қазіргі ортада ондай нәрсе қатты жылына айна, ну айна демес қой, жылына бір турнирға шықса шығар. Сол жылына бір рет шығып сыйластығын құртып алып жатса, енді ол жеке сол тұлғалардың, енді былайша айтқанда 30-ға келген жігітке сен былай ойна деп ешкім айтпайды. Келсе ол адамның өзінің таңдауы, өзін солай көрсетіп кетсе, ол өзінің қалай айтсам болады, ол оның өзінің таңдауы. Онда ол кісілер дебаттың жанашыры деп айтпау керек. Дебаттың жанашыры деп өзін немесе дебаттың бір дебаттың жанашырмын деп айтпайды олар. Олар келсе мен кайф алуға келдім деп айтады. Кайф алуға келдім деп айтады. Дебаттың жанашырмын деп айтатын аға буын реткі шығар. Жоқ, мен айтып жатқан мынандай да. Бауыржан Қосалиевтің сөзі бар, сенің айтқаныңды түсіндім. Дебатқа пайдаң тимесе де зияның тимесін деген. Иә, соны айтқым келіп тұр ғой, иә. Хорошо, ол предпосылды аға буындар еститін құлақ өзі түсінетін шығар. Но жеке мен өзіме қатысты айтқан кезде, бағана сен айтқан дүние ғой, сен айтқан дүние. Келген кезде денеңді тік ұстап, мен Бердімұрат деген атым бар, соған сай жүрейін деп. А бірақ опять-таки Әлібек біледі ғой, внеформальный обстановкада футболда болсыншы. Жоқ, мен қалай қуатынымды біледі. Иә, білеміз ғой. Тырқылдап тұрып, бірақ дебатта сен айтқан дұрыс айтасың, онымен толық келсем. Жас буындардың көзінше өз-өзіңді ұстауың, әңгіменің фильтрациясы дегенде, бұл жерде енді опять-таки ойынға келген кезде азартник адам ойынның эмоциясына кірген кезде ол нәрсені контролировать етпейді. Жоқ, мен просто айтып жатқанымды қараңыз. Менде де бір андай агрессивті ойындар көрсеткен, бітіріп кеткеннен кейін де болды. Ондай нәрсені, осы нәрсені осуждать етпесек, бұл нәрсе норма саналады да, одан кейін адамдар это же нормально деп қарастырады. Бірақ бұл нәрсені қараш, бұл біздің неге айналып кетеді? Имеем ли мы право олай фильтрация қоюға? Мы не имеем права, мы можем только осуждать. Нет, осуждать еткенде қара, дәл қазірде де мүмкін жас буындардың ішінде сондай фан дебат ойнағысы келетін жас буындар бар. Жоқ, фан дебатпен фан дебат емес, солай открытый, без субординации дебат ойнағысы келетін адамдар бар шығар. Сенің мысалға бағанағы Астанада класстасың сияқты. И олардың выборында уважать етуге болмай ма деген сияқтысың ғой. Олардың да выборын уважать етуге болмай ма деген. Колоритный бұл жерде кішкене плюралистік көзқарас болу керек сияқты. Менің қойған нормам, менің понятиям и менің түсінігім осы деп сол түсінікті навязывать етуге тырысу қате сияқты. Мен даже сендерге айтайын, баяғыда мен вообще негізі ондай адам. Жоқ, вообще сен өте мәдениетті адам емеспін мен. Жоқ, енді сен айтып жатсың ғой, енді бізде олай ойналмайды, ол нәрсе норма болмау керек, біз оны осуждать етуіміз керек. Ладно, сен өзің осуждать ет, бірақ опять-таки жаңа айтқандай сен аға буындарға сол кетіп қалған динозаврларға дейміз ғой, кавычках, сол динозаврлар келгенде былай бол деп указывать етуге, талап қоюға не имею права. Имеешь право? Не имею права. Но не имеешь права. Ну, могу осуждать. Ну, осуждать ет, но все-таки тут мынандай нәрсе сияқты, аудиторияда 25 адам отырды, мысалға деймін да, сол ойынды ұнатып шыққан жас буындар болды. Дұрыс па, Кембай? Мен бір нәрсе айта салайын. Сіз айтып болғаннан кейін. Аудиторияны мен сұрамадым реально ойындарын. Жоқ, болды. Күліп жатқандарды көрдім. Мәз болып кәдімгідей. Настроение күшті болды. Жоқ, еще мынандай момент болды. Кейін мен енді соцсетті фильтровать еттім ғой. Өте көп адам отрывектар салды именно Абылайдың ойынынан. Оказывается, залды осылай, ораторство деген осындай екен ғой. Осылай ойнау үйрену, осылай залды көтеру және жылату, это
ну не сказать прямо искусство деген сияқты осылай деңгейге жету керек деген нәрсені айтты. Чем это плохо? Егер қоғам немесе дебатерлар жас буындардың арасында сондай мысалға өзін оратор жасағысы келетін адамдар болса, ол сен дебаттан кет, ол адамдар сен КВН-ға бар деп айта алмайсың ғой. Мен айтсайын әлі бір ауыз сөз. Негізі мен түсіндім, бұл жерден негізі ваши ожидания, ваши проблемы деген нәрсе. Ол негізі Ашавин сөзінде ғой. Негізі бұл кісілер түсінемін, мен Бердімбет ағамен бұл жеріне келсем, жаңа келген кісілер жылына бір рет ойнайды, даже жылына емес 3 жыл 4 жылда бір жыл ойнайды. Ол кісілердің ондай мәдениетіне біз сәл сабырлық танытып, түсіністік танытуымыз керек та, бір мәселе. Екінші мәселе негізі қазіргі жас буындар өте жылауық. Яғни, мысалы, Бердімбет аға менен үлкен, мысалға, біз өзіміздің поколениемізде ойнаған кезде біздің үлкен ағалар болды, бірақ біз солармен қатарластық ойынға дейін Бердімбет ағасын, ойында максимум бәкеңсің ғой, короче. Қырласын, айқайлайсың, жыртыласың. Сен андай мұндай болды. Мүмкін қоғам біздің мәдениетіміз өзгертті. Мүмкін біз кішкене сабырымыз келіп, спокойно. Қазіргі менің ойнау стиліммен осыдан Бердімбет ағаға қарсы 5 жыл бұрынғы дебат ойнау стилі екі түрлі да, бірақ сондықтан кішкене енді қоғам енді оларды осуждать етуге құқы жоқ. Енді былайша менің ойым, олар келеді, ойнайды, кетеді. И қазіргі кішкене андай жас буындар ойнап жатқан қатарлар бұл ортаны қатты идеализировать етіп жүрген сияқты ше. Қатты идеализировать етудің қажеті жоқ. Енді ортамен, бірақ ойынға кірген кезде белгілі бір регламент, ережелер, жеке басқа қол сұғу деген нәрселерді бас тартып ойнау керек та, до конца бір андай спортивный интерес деген нәрселерді түсінуіміз керек та негізі. Ситуация мынада болды ғой, мысалға бағанағы мүше қапқа байланысты прикол. Полуфиналда. Білмейді екенбіз. Жоқ, аналогия деген зат болды біздің неде. Мысалға ше, біздің қатарда өте көп ол нәрсені қолданатынбыз. Прямо стабильно кез келген ойында, қазіргі мен жас буыннан көрмедім, ситуацияға аналогия келтіру арқылы төрешіге өр нәрсені жеткізіп беру, төрешіге түсіндіріп беру. Бір ауыр ситуацияның аласында бір отбасылық деңгейге, тұрмыстық деңгейге, өмірдегі любой бір төмен деңгейге прямо түсіндіресің, аудитория сразу түсінеді. Екі ауыз сөзбен, аналогиямен сенің айтып отқан идеяңды, вот о чем идет речь, тық түсінеді. И сол жерде мысалы дәулеттің алып ол нәрсе қоғам үшін мүше қап сияқты дүние. Адам сол мүше қапын киіп алсын, сонда мүше қаптың негізгі мақсаты қорғану ғой. Қорғансын, сондай аурулардан, нежелательный нәрселерден қорғансын деуі, и сол нәрсені раздувать етіп атыпты да кейбір жеке тұлғалар. Неге дебатерлар мүше қап туралы әңгіме айтады? Надо будет біз мүше қап туралы әңгіме айтуымыз керек. СПИДтің распространениесі үшін медик ретінде Әлібек қазір жестко түсіндіріп бере алады оны. И это абсолютно нормальный нәрсе болып қабылдану керек сияқты. Бердімбет ағасы түсініп тұрған жоқсыз. Есть слово к месту, есть слово к не месту. Короче, если это не нам судить, к месту или не к месту. Другой аналогия болатын болса, мүше қап жайлы аналогияны таңдаған бар ғой, ол өте андай не сияқты, төмендік сияқты. Енді ол сенің көзқарасында төмендік. Менің көзқарасымда ол өте төмендік. Сенің жеке көзқарасында егер сен реально мүше қап жайлы айту керек болатын болса, неге дебатер ол мүше қапты айтуы, вообще мүше қап туралы айтуы мәдениетсіз. Если у тебя есть вариация болса, мысалға да, там мүше қаппен мысал, там білмеймін, помидормен мысал, неше түрлі мысалдар болатын болса, соның ішінде типа сондай өте төмен деңгейдегі аналогияны алу мен үшін өте төмен болып саналады. Ол дұрыс емес сияқты. Ну, сенің жеке пікірің. Ол мен жеке пікірім. Бірақ былай ғой, Батырға оң не сол не деген осы жерде айтқым келеді. Ол жерге фильтрация прямо қою, мен толық нәрсе бұл нәрсемен келісе алмаймын, себебі ол жеке адамның ойы, жеке пікірсайысшының стилі, ол жеке оның видениясы. Сен оны өзіңнің жас буыныңа мүмкін келген кезде оны түсіндіруге болатын шығар, как жас буын ретінде, потому что сен оған дебат үйретіп жатсың, сен оның тренерсің. Но даже сол адам мысалға КВНнан ауысып дебатқа келсе и сондай стильда залды күлдіре отыра өзінің әңгімесін жеткізе алатын болса, сен оған запрет қоюға не имеешь права? Я не имею права. Мен айтып отырмын ғой, мен запрещать ете алмаймын, мен никтомын ғой, но мен өз ойымды айта аламын, осуждать ете аламын. Осуждение кеттік, давайте басқа тема айтайық. Менің постым бойынша жиналыс басталды негізі, сұрақ неге элді жабық сетка болды? Америка ма сен үшін? Нет, енді не ғой, жабық сетка болатын Алматыда бір-ақ турнир бар. Білесіз қандай турнир? Қандай турнир? Bir-ақ турнир бар, и ол жерде, UIB стиль болды.
объявление болды. Енді біз веб емес қой, біз андай үлкен турнир болып жатыр, қанша ақша тігіліп жатыр, қанша адам төреші базынан кешкен жүр, сырттан келіп жатқандар бар. Неге ол какой-то бір 2 минуттық нәрсе ғой, не жеребе тастай салу. Какой был смысл именно солай жабық сетка істеуден? И плюс біздің басың ішіңізге кіріп шығамыз, типа қандай не қойып жатсыз? Может реально дұрыс, ну может өзіңіз үшін реально рандомно қойып жатсыз. Мы не отрицаем, возможно. Нет, но өзім үшін де рандомно қойған жоқ қой. Нет, рандомно деген концепт екен, типа не предвзято деп айтайықшы. Иә, изначально, то есть өзіңіздің фаворитіңіз болған жоқ, не болған жоқ, и соған қарамастан сіз қойдыңыз. То есть кім қалай бар деген сияқты. Сіз мен келісемін, что жеңетін адам бәрібір жеңеді. Мойындамаймыз, бірақ енді біз сырттан көрінгеу жайлы әңгіме айтайық та. Біз сол жайлы қызық отыр ғой бізге. Именно Жаспун келді, мен Жаспуннан келіп көрді, ол ойында мысалы ол деп жатқандарын, давайте ертең біз турнирде біз жабық сетка істей салайық. Бәрібір емес пе, типа адамдар окей деп қабылдап отыр ғой. А на самом деле ол андай не ғой, не үшін адамдар әдейі ну субъективтен құтылуға тырысады. Неге ОБТ мысалы именно ОБТ-ны скан тексереді? Неге? Өйткені адам тексереді, қателесуі мүмкін, он может быть предвзятым, ода любой ситуация болуы мүмкін да. И ана жерде біз жеребе деген сол үшін ойлап табылған негізі, чтобы адамдардың андай влияниесін азайту үшін. И неге сіз осыларды біле тұра, не ала тұра, прям үлкен турнир отыр, көрдіңіз қандай адамдар шыққанда, прям кезінде мен легенда қарайтын адамдар шығып отыр кәдімгідей. Неге олар шыққан кезде сетка жабық болды? Ашық болды, жабық болды жатыр. Жабық. Бірінші сразу таңдалды хай лоу. Ну, мен оған ештеңе демеймін. 1.8 мақұл, иә. Екіншісі, вообще жабық сетка мақсаты не білесіңдер ме? Сендердің түсінігіңде саясат. Негізі ол саясат, одан бөлек финалда жақсы ойын көрсету деген мотивация болу мүмкін. Менде мотивация сол болды. Мысалы аманат кап болғаннан келетін үлкен кісілер болуы мүмкін, соған байланысты жақсы ойын көрсетеді. А зачем біз? Бірақ ол ожиданием шықпай қалды. Болуы мүмкін деп жатыр да енді. Бірақ ол ожиданием шықпай қалды. Финалда сен болдың өйткен деп қойсайшы. Жоқ, бізге не үшін финал маңызды, не үшін көретіндер адамдар маңызды? Біз турнир өткізіп отырмыз ғой, олар базар спонсор, но олар ана жерге шыққан адамдардың 16 адамның любойы финалда күшті ойнай алады. 90% допустим. Окей. 90%. Егер финалда ойын көрсетілмейтін болса, рандом всегда. И олар ойнайтын болса, ана жерде ойнайтын болса, ана аманаттан келе ма, келмей ма, олар дебатер емес, олардың ойыны по-любому оларға вау болып көрінеді сырттағы адамдар үшін, дебат түсінбеген адамдар үшін. Біз дебатер ретінде біз адамдар сөз етеміз да, ойындар нашар деген сияқты. Сырттан қараған кезде вау болмай қалды да, мәселесі болды. Ну вот, не үшін жабық болды енді, типа. Мен саған айтып отырмын ғой, түсіндіріп, жалғыз ауыз сөз, жақсы финал көргіміз келді. Сонда сіз сіздің ожиданиеңіз қандай финал болды, сонда кімге кім болу керек? Иә, кімге кім болу керек болды, сонда сіз сценарий құрып отырсыз. Бір жағы Тұрақбай екенін келісесіз ғой? Бір жағы Ахметжан болу керек болған. Бірақ Ахметжан реально полуфиналда ұтылып болды. Неге олар бір-біріне қарсы қойдыңыз онда, егер Ахметжан мырза сол финалға шығу керек болдыңыз? Мен ойлағанмын Ахметжан Тұрақбай ұтып шығады деп. Ана жақтан кім шығады деп ойлансыз? Сен или Архат, ол жерде без разницы болды, бірақ скорее всего сен шығатың сен бұл. Без разницы. Жоқ, ол не ғой, сен көрдіңіз ба, сіз уже предвзято қарадыңыз. Менде предвзято БТ ретінде қарадым, ол нәрсені мойындаймын, бірақ қара, мынандай мәселе ғой, Алибекті сүйреп шығайын, Тұрақбайды сүйреп шығайын, мынаған кубок берейін деген предвзятость емес. По-любому, по-любому сіздің мнениеңіз араласып жатыр ғой ойынға. То есть ситуация жүріп жатыр, и ситуацияны сіз контроль жасап жатырсыз. Иә, БТ ретінде неге я не имею права? Не имеете права, потому что это ойыншы, БТ-ның қызметіне ол нәрсе кірмейді. Именно финалдың әдемі болуы деген нәрсе БТ-ға емес, ол ойыншылардың ұйымдастырушы ретінде БТ ретінде кіреді. Жоқ. Әлбек кіре ма? Мен енді бұл ситуацияда Кембаймен келісемін шынымен, енді максимум. Онда давайте бит мен сізге мынандай не қойыншы, Бердімұрат аға, мынандай нәрсе қойын. Мынаяқта әділеттілік тұрады, мынаяқта красивая игра тұрады. Иә. Сіз қайсысын таңдайтын едіңіз сонда? И типа сенің айтқың келіп тұрғаны мынау әділетсіз, мынау красивый. Но мен әділетсіз деп жатқан жоқпын. Просто бұл ситуация рандомный сетка тұрады. Сіз бұл ситуация просто әділетсіз болып көрініп жатыр көп. Сен енді әділетсіздік пен красивый играны қазір неге қойып жатсың маған таңдауға? Таңдауға қойып жатсың. Бірақ бұл жерде менің таңдауым ондай болған жоқ. Мен айтып отқаным типа әділетсіз емес, мен негізі дұрыс емес нәрсе айттым. Типа бәріне бірдей условия қою емес, короче, вот этот закон эволюции бар ғой, то есть кім рандомный сетка қою арқылы, то есть типа андай неге араласпау да процесске, түсіндіңіз ба? Процесс өзімен өзі жүре беруін дейтін. Ал сіз определенный өзіңіздің неңіз арқылы, то есть субъективный мнение арқылы госпожа удачаға беру керек еді да. Кім қалай түседі, госпожа удача болу керек еді. Ал сіз өзіңіз субъективный мнение арқылы бір нәрсеге араласып, значит сіз допустим бүйтесіз. Сіздің неңіз бойынша бағанағы неде, вот осы неңіз сіздің логикаңыз қате. Тұрақбай ағаны Ахметжан ұтып тастайды, значит сіз Тұрақбай ағаны қысып тастап тұрсыз уже. Сіз типа как бы оны кесіп тастап тұрсыз өзіңіздің понятиеңізді. Это вообще неправильно. Это вообще неправильно. Это мен предвзятое мнение болғанда қалай? Опять-таки оның ойында мен кірмейтін едім төреші жетсе.
жоқ біліп тұрмын ғой мен БТ ретінде сырттан қарап тұруым керек еді. Ну опять-таки оларға мен төреші болып бардым, потому что төреші жетпеді. жоқ мен оны төреші болып барғаныңызды айтып отқан жоқпын. жоқ мысалға деймін да, мысалға бағанағы дүниеде былай ғой қара, мысалға мен А мен Б-ны қоям и скорее всего А ұтады деймін, бірақ мен оған 3 төрешін жіберем и 3 төрешін не әкеледі маған сол болады, бірақ ол мен скорее всего деп ойлағаным мен барып сол аны шығарып аламын деген сөз емес. Ол сөз емес, мен келісіп тұрмын. Именно осы ситуацияда. Просто Бердімұрат аға, сіз көп ситуацияға жармасып жатсыз да, мен вообще в целом идеяны айтып жатырмын. Идея в целом сендерге қате болып. Жабық сетка болу идеясы вообще неправильно екенін айтып отырмын. Ол мақұл там Ахметжанды отсын деп жібердіңіз ба, оны айтып отқан жоқпын. В целом вот эта идея по идее неправильно, согласитесь? Біреуге неправильно, біреуге правильно. Вот именно ол мақұл сіз келіспейсіз. Негізі в целом барлық мынау көріп отқан адамдар түсіну керек та. Үйтіп жабық сетка. Мен мысалы UIB-дің турниріне бармаймын ешқашан. Өйткені маған ол политика ұнамайды да. Содан мен ол политика ұнамаған соң бойкотировать етпеймін, открыто ешкім бармасын деп. Но мен өзім бармаймын да просто. Түсіндіңіз ба? Сол сияқты ол дұрыс емес. Ол менің таңдауым, ол соны айтып отқан. Менің таңдауыммен келісетіндер де болады, қазір келіспейтіндер де болады. Келісетіндер де болады, келіспейтіндер де болады. Опять-таки, жабық сетка ұнайтын адамдар бар. Жоқ, ұнамайтын адамдар, бірақ мүмкін сендер айтуы мүмкін. Большинствоға ұнамайды, меньшинствоға ұнайтын шығар. Ну, значит, сендерге, білмеймін қалай айтам. Құдай бұйыртты сондай БТ-ны меньшинствоның қатарындағы. Сіз просто солай бұрып жатсыз да ол нәрсені. Негізі любой, дебаттан сыртқа шығайық, дебаттан әлемде миллион түрлі спорт бар ғой. Сол миллион түрлі спорттың барлық системаларын қарасаңыз, олардың барлығы әдейі андай максимально регламент болады, адамдардың сеткаға араласпауына максималды түрде ұмтылады. Даже футболдың өз аналарды шығарып жатқан кезде сендер мынаның там сен жылы шар қойдың, өйттің бүйтінде оларда талай қырылыс болады. То есть оларда мысалы зрелищный футболға қызығады ғой, потому что зрелищный футболдан олар көбірек ақша табады мысалы. Но оның өзінде ондай болады да. И мысалы Counter Strike'та типа система бог көрсетеді деген зат бар. Сенде ол рейтинг бойынша математика есептеледі мысалы. Закрытый сетка базар жоқ. Но сен білесің именно заранее бүкіл варианттар белгілі. И сіздікі ондай болған жоқ та, сіздікі қандай? Бірақ Counter Strike'та оның принципі бойынша хайларға кездеспейді ғой. Kesеді. Кесе ма? Кездеспейді. Кеседі. Жоқ, ана швейцаркада кеседі. Жеңгендер кеседі. Ондай системалармен кездеседі. Иә, мысалға хайларға кездестірмейді. Айтып жатсың да. Маңызды емес, андай ғой, себебі бұл жерде мықты ойын логика мынада да, мықты ойыншыға начальный этапта кездестірмеу. Кездестірмейді, иә. Мен жасыратым жоқ, 1-8 Абылай сені таңдап алғанда дедім өзім іштен екеуің финалдың ойыны дейтіндей ойын болу керек та негізі. По-любому ұмытып тастаймын, ол маңызды емес. Жоқ, шын жасыратым жоқ, ол менің субъективный ойым шығар. Жоқ, LD-да енді Бердімұрат ағандай бар ғой, бірінші шыққан игрок всегда мықты емес қой, видите? Ол жерде андай АПФ сияқты емес та, сондықтан сол үшін де өз таңдасын дедім. Мен сол үшін де соны таңдадым. Маған ешкім айтқан жоқ жабық сетті жаса деп. Мен оны өзім жеке шештім, сразу айтайын. Бұл жерде мынаның, ананың, Мадинаның, партияның қатысы жоқ. Я оны біліп тұрмын. Жоқ, может Мадинаның айтып отқан сөзі дұрыс шығар да. Негізі анау көп случайный, типа сіз жабық сетка таңдап қалғаныңыз, бір клубқа төреші болып баруы, бағанағы Тұрақбай ағаның ұтып кетуі мысалға ше, там ойын көп төрінен, соның бәрі сізді саясатсыз қылып жатқан шығар. И біздің басты мақсатымыз сіздің мнениеңізді тыңдау болды негізі ше. Мен бүйтіп бағанадан бері қандай мнениемді тыңдағаннан кейін бәрі случайно болған сияқты. Жоқ, мнениемді тыңдағаннан кейін, сен солай қабылдап жатсың. Иә, мен сөйтіп қабылдап отырмын. И ол саған мүмкін емес та енді. Мен үшін мүмкін емес. Мен логика іздеймін любой нәрседе. Логика іздейсің, конечный счете саған мүмкін емес. Но қалай айтсам болады, комментарийда да жазған сөзім, әркім өзінің ісіне жауап береді. Әр жеке тұлға өзінің атқарған ісіне, өзінің дүниесіне жауап береді. Сыйлайтын орта болғаннан кейін мен келіп отырмын. Мүмкін сендерге ол дүние вообще ничего ни о чем не говорит, но менің смелость дейін ба не дейін, қашпай сендерге открыто алаңға келуім барлығы мен үшін өзімнің арымның таза екендігін көрсетеді. Жоқ, мен сіздің келіп отқаныңызға ризамын негізі. Себебі реально мен саясат жасайтын болсам, сендер ойлағандай адам болатын болсам, мен реально тупо забить етінем. Келсем, андай кембай реально үш әріпке послать ететін едім де. Просто боқтап сіздің деген сөзді жалғастырсайшы, мынандай ғой. Құрметті тыңдап отырғандар, көріп отырғандар, нелер, мына жерде болып жатқан ситуация бұның бары қандай шешілетін проблема болғандықтан кейін пост жазылды негізі. Егер мысалы шешілмейтін заттар болатын болса, мен ондай турнирға бардым, ондай турнирда ойнадым, қиылған кездерімде болды, қиған кездерде болды, байқамай өтіп кеткен кездерінде болды ондай турнирларда. Мен ондай турнирға дым демеймін. Неге? Өйткені там изначально человек решил, ұйымдастырушылар, что вот так будет. И ол, значит, өзінің арынан аттап өтіп кеткен адам уже ол жерде. И мен кеше сізбен жүрген кезде, турнирда жүрген кезде мен көрдім, что
там было не до конца ясно. То есть андай адамда мен көрген жоқпын 100% андай шешім деген сияқты адамда болған жоқ. Мен сондықтан пост жаздым, себебі менде надежда болды, что оны өзгертуге болады. То есть егер абсолютно адам кінәлі болатын болса, егер мысалы мен реально саясат болды десем, мен ол заттарды вообще ештеңе демейтін едім, потому что это уже бесполезно было бы это обсуждать. А мына жерде мен көрген заттар благородное дело было. Егер оларды өзгертуге болатын заттар көріп отырмын, менің ойымша. Өзгерту мысалы не? Талқылауға болатын нәрселерді көріп отырмын андай. Неге андай екі тараптың ойын тыңдау керек? Мнениені өзгертуге ма? Жоқ, мнение емес, андай мысалы жабық сетка деген нәрсе. Сіздің әрекетіңіз деген сияқты, үлгі көрсетіп жатқан. Иә, ол нәрсені болады, ол нәрсе өзгертуге, талқылауға болады. И оны сізде тыңдауға болады. То есть мен көріп тұрмын да ол заттарды. Содан кейін ғана барып айтылды негізі. Егер сіз айтқандай мысалы мен келсем, егер реально андай абсолютно айтайық, егер ол келісіліп қойған, там изначально там бір жыл бұрынғы сен маған мына кубокты бердің, давай енді маған ондай болды ғой, типа атын айтпай қойды адамдар. Ондай болатын болса, қай турнир екенін айтпай қойып, бірақ сол нәрсені жасаған адамдардың сенің пост комментіңнің постыңның астына коммент жазып ондай да бар. Андай таза 200-лік мұнафиқтық болды да ол адамдардың тарапынан. Мен үшін енді реально ең ауыр нәрсе де сен өзіңнің бірінші іс-әрекет жасаған істеріңді елдің бәрі біледі, не жазып жатсың сен? Вообще мына жерге сен коммент жазатын адам емессің ғой деген адамдар бар да ол жерде. Біреулер вообще фейкпен жазып жатыр екен, оны да көрдім. Иә, 2 түрлі фейк ашылып көрдім. Жарайды, короче, бетін ашамайтын адамдар, демек жазатын бетке айтамайтын адамдар. Енді қорытындылап кетсек, біріншіден құрметті тыңдап отырмағандар, көріп отырғандар нелерді жабық сетке жасамаңыздар. Ол қаншалықты болсын, сіз оны ақтай алмайсыз. Даже Бердімұрат аға өзін ақтай алмай жатыр. Видите, типа легендарный Бердімұрат аға. Жоқ, онымен келсем, уже субъективный ой қосылады. Мен келсем, UIB клубының аға буындарының баяғыдан бері келе жатқан оның стилі. Ол клубтың ішкісіне тоже ешкім араласамайды. Оны біз осуждать ете алмаймыз. Но раз уж бұл нәрсені қазіргі қоғамның жас балалары қабылдай алмайды, и ол нәрсені жаман көреді, хорошо, бұл нәрсені үлгі ретінде алмаңдар, жасамаңдар. Это был плохой опыт деп айтып қойыңдар. Это очень плохой опыт. Қорытынды жасайсыз до конца. Біріншіден жабық сетке жасамаңыздар, оны сіз ешқашан ақтай алмайсыз. Вот видите, толықтай. Вообще не стоит. Ләжі барынша андай бүкіл осы распределение процесске араласпауға тырысыңыздар. Егер рандом болсын, егер сіздердің бір араласқан ситуацияларыңыз көрініп қалатын болса, сіздің клубыңызға сөз келеді, сізге сөз келеді, и бұл ондай жақсылыққа алып келмейді соңғы. Біріншіден, екіншіден төрешілерді неге жіберуге болмайды, жекелеген өздерінің клубтарының адамдарын жіберуге болмайды. Оны да сіз ақтай алмайсыз. Қаншалықты олар мысалы сіздің адамыңыз бүкіл Қазақстан адам мойындаған күнге дейін оны ақтай алмайсыз. Үшіншіден, төрешілік жасалғаннан кейін бүкіл зат болатын болса, олардың жауаптары міндетті түрде уақыты бойынша шығып отқаны дұрыс. Себебі максимум бір күн кешуге болады. Максимум бір күн, не знаю, түнгі сағат 2-3 дейін шығарып тастау керек. Өйткені ондай болмайтын болса, ол сізге тағы да сын, ол сіздің, сіз турнирдің организатор ретінде сізге мықты ойыншылар келгенін қалайсыз. Егер сіз осындай заттарды, банальный заттарды істемейтін болсаңыз, сізге келесіде турнирларыңызға просто аз адам келеді, немесе келетін адамдардың сапасы төмен болады. Осымен именно осы аяқтайық. Менде бір басқа тема бар, кішкене уақыт бар екен, осы затты айтып кетейік. Мына қазіргі жасымдар көріп, там ішінен шапал ұрып жатқан шығар, біздің қырылып жатқанымызды көріп та. Оларға да айтатын әңгіме бар, сын бар. Осы карантиннан кейін бізде байқасаңыздар, барлығы біледі, тек бакалавр ойнасын деген бір әңгіме шықты. Көптеген турнирлар осындай болды. Байқадыңыз, ол мысалы ондай карантинға дейін ондай бір-ақ турнир болған, Сириус деген. Неге? Өйткені оларда грант ойнатылды. Сондықтан адамдар қатыспайтын еді. То есть ол ойын оқып жатқан нәрсе. Бірінші айтып кетейін, одан кейін ағалар толтырар. Неге ол дұрыс емес? Неге сіздерге ол зиян? Біріншіден, мен кейін кезде Бердімұрат ағалар ойнап жүрді, Әлбек мырзалар, олар ойнап жүрді, и олармен ойнау маған күшті мотивация береді. Неге? Олармен ойнаған кезде сен жеңілесің, базы жоқ. Басында түсінбейсің не үшін жеңілген, бірақ уақыт өте келе опыт жиналып келіп түсінген кезде сен отасың, отқан кездегі алған рахат, и одан кейінгі сенің жалпы дебаттан алатын навыктардың сапасы өте жоғары болады. Неге? Өйткені сен қарсыластарың мықты. Мен осы 2-3 турнирге қатыстым, осы жылы 3 турнирге қатысқанмын максимум. Сол қатысқан кезде андай менің ойымда идеалдар болды да, типа мынандай идея болу керек, идея мынандай глобальный деңгейде болу керек, сенің идеяң мынандай зат қарастырылу керек. Сен айтқан затың ол андай буквально сен алда оны сен аналитика ретінде бір жерге жазсаң болады, кәдімгідей, то есть статья ретінде сондай болу керек деп қабылдаймын да. И мен сондай айтқан кезде қарсыластар даже түсінбей жатты да, не үшін олардың ондай жеңілгендіктерін. Андай айтқым келген нәрсе, қазіргі 4-ші курстар мықты, олар технический жағынан мойындаймыз, күшті, прям не қылады. Бірақ сіздердің тек өз араларыңызда ойнап қалып кетулеріңіз сіздерді техникалық түрде дамытады, бірақ идеялық тұрғыда дамыту өте қиын. Неге? Өйткені ол фундаментальный зат. Аға буындар бітіріп кетеді, олар өмірде көптеген заттар көреді, жұмыс істейді, там олардың білімдері кратно ауысады.
прям басқаша деңгейге көтеріледі. Ал сіздер олармен ойнамайтын болсаңыздар, сіздер все еще технический игрок болсыздар, бірақ идеяны түсіну жағынан, ашылу жағынан сіздерде әлсіз болады. Сондықтан осы затты ескеру керек деп ойлаймын. Мен алып қосарларыңыз болса, жалғастыра берсеңіздер болады. Әр поколенияның опять-таки бағана айтқан өз құндылығы бар. Біз бір поколенияны тәрбиелеуге міндетті емеспіз. Біз өзіміздің кезімізде 4-ші курсыңда бітіргеннен кейін 1-2 жылдың ішінде жасадың, одан кейін кеттің, араласпа. Бірақ қазір маған бұған дейін жеткен дүниелер, ашық айтылып отыр ғой көп нәрсе. Ол апаның бұрынғы координаторлары, АПФ-тің бұрынғы координаторларының бір-бірімен ето болуы, ақшаға байланысты даулардың туы, мүмкін саған да жеткен шығар. Жоқ, вообще мен айтқым келіп жатқаны, дебат бұндай алаң емес, дебат бұндай орта емес. Қазіргі жас буындардан сұрарым, сондай деңгейге жеткізбеңдер. Себебі бізде очень плохой опыт болды. Сол плохой опыттың соңы Азамат деген өте құнды клубтың, Азамат деген құнды ұйымның жоғалып кетуіне алып келді. Хотя өз заманда Азамат ортасы, Азамат клубы Алматы бойынша, Қазақстан бойынша саяси істерді қозғайтын, саяси элитаны қалыптастырған орта болған. Ол қазіргі мысал Руслан Желдібай, Нұрсұлтан Құрман сияқты белгілі Қазақстанға үлкен тұлғаларды шығарып алып шыққан орта. Сондай ортаны жоғалтып алды белгілі бір поколение, белгілі бір өздерінің жеке интерестерін қолаудың арқасында. АПФ әлі бала, ол баланың дамып келе жатқан кезінде осындай дүниені бастайтын болсаңдар, осындай дүниелер орын алатын болса, төрешілік, мөрешілік деген жайында қалсын. Просто дебат ретінде орта, мен всегда айтатын әлеуметтік лифт, жастар арасындағы КВНнан кейін саны бойынша, сапа бойынша да үлкен қозғалыс деген бүкіл әңгіме ада қалады. Себебі бұл ортаның адамға беретін, бағана бергі айтып отқан ортаның өзіндік беретін құндылығы, өзіндік беретін дүниесі бар. Ол жеңіс, кубок, төрешілік, мөрешіліктен бұрын. Себебі максималды ішпейтін, максималды шекпейтін, дүзу жүретін, дүзу сөйлейтін. Жоқ, шын қазақ лигасы ғой енді. Сондай орта. Енді прямо айтамаймын, бәрі ондай емес. Ең азында иманды, ең азында калимасы аузында бар, ең азында адекватты адамдар бұл ортада. Біздің арамызда егіліп жүрген, шегіп жүрген бір мефедронға отырып қалған дебатер, қазақ дебатерді көрген жоқпын. Шын айтам. Біздің орта, біздің осы студенттерді дайындайтын осындай жақсы орта, ол нәрсенің болуы маңызды. Просто қоғам үшін, қазіргі бізден кейінгі келе жатқан жас буындар үшін ол не просто игра, не просто бір турнирлар, дебат одан тұрмайды. Сен просто қазіргі жас буындардың көбі оны әлі түсінбеген сияқты. Дебат ол турнир, әр апта сайынғы бару, кубок алу, бір неге жету, даже қазір турнирлардың ақшасы өте көп болып кетті ғой, это кажется даже минус меніңше ше. Біздің кезімізде просто бар бір кітап үшін ойнайтынбыз ғой. Мен ең күлкілі нәрсе мысалға РМК-да әлі есімде, РМК емес сендерде, Әлібектер біледі, Әлібектің 1-ші курсы шығар, Себетке не сап берген? Фрукт сап берген. Менің алғашқы кубогым, алғашқы подаркым бір Себет фрукты болған. Біз соған мәз болдық, бірақ біздің о жерде кубокты ұтудан емес, сол ортадан кайф алатынбыз, ләззат алатынбыз. Просто бағана Әлібектің айтқаны дұрыс, слишком бір идеализировать етіп, бір шаблонмен мынау былай жүру керек, жүріс-тұрыс былай болу керек. Ол біздің кезімізде де болды. Киім-кешек мәселесі, ашық киім кию мәселесі қыздардың арасында. Оның барлығы дұрыс, бірақ в то же время қатып қалған принциппен осылай болу деу ол қате. Себебі кез келген қоғам, кез келген орта плюралистік көзқараспен қарау керек. Әртүрлі көзқарастар, әртүрлі индивидтар бар. Сол индивидтардың қалауын, сол индивидтардың таңдауын да біз сыйлай білуіміз керек. Бірақ в общем и в целом недегі айтқан Щербаков. Да, бұл нәрсеге біз бүйтіп анандай шаблон қойып шектеуге болмайды. Бірақ дебаттың орта екенін ұмытпаңдаршы, қазіргі жас буын. Мен просто сол нәрсені сұраймын. Негізгі жоқ, білмеймін, енді маған келіп жатқан информация бойынша менен жекелеген тұлғалар бір емес, бірнеше тарап заңгер ретінде обращение жасап жатыр да, дебатер аға ретінде емес, заңгер ретінде сотта немесе өтінішке хат жазуға обращение жасаған тұлғалар бар, Кенбай. Мен үшін обидно. Мен айтам, мұны кімге жинай жатсың осындай тұлғаларға? Мен айтам, не, пожалуйста, ар ойна, алыста. Бұл нәрсеге мен араласпаймын. Жоқ, сізге просто осындай пик моментте не таңдай жетіп қалды, негізі мен былай сырттан бағалап жүрмін. Енді білмеймін, маған жеткен дүниемен, бағана өзің айтпақшы, маған келген фактімен мен де бағалап жатырмын. Окей, былай айтайықшы, мен осы соңғы оқудан келгелі бері бір жыл бойы сыртта бақылап жүрмін, кәдімгідей, адамдармен сұрап қалай болып жатыр деген сияқты.
бұл қазіргі жастардың құндылығы, бұлар мынандай өскен жастар. Біз барлығы шығар, бізді туды да, біз өзіміз өстік қой негізі, типа анан шұқылап, мынан шұқылап, құлап, типа жығылса бір жаққа бармай, солай болсын шығар. Бірақ карантиннің жоқ айтайыншы, типа ал қазіргі жастар, олар туылғаннан бастап тоқтамай неге кружоктарға барған, ағылшын оқыған, там олардың өмірі жылдам өтеді ше, кәдімгідей. Оларға андай, бұлар бәріне алып қалуға тырысады. И бұлар осы түсінді, что кубок біреу ғана. И олар қазір турнирларға барсаңыз, турнирларда номинациялар өте көп. Там ойыннан, шахматтан, тоғызқұмалақ дейді, там көп деген әр ойынса бірдеңе шығарып отырады, и андай видеолар түсіреді, и олардан турнирдан, реально турнирда тек ойын деңгейінде ғана емес, кәдімгі бір жиналатын, бір күшті демалатын орта ретінде қалыптасып отыр мыналар. Оларда орта деген нәрсе бар болар. Сенің айтқаның солай болса өте қуанамын. Оларда орта деген нәрсе бар, и олардың құндылықтары андай, мне кажется, андай дебаттың құндылығы мынандай ғой. Біз басында былай деп ойлаймыз. Ол 3-4 поколение өтеді да, айтады, негізі бұлай емес, мына былай екен дейді, ол эволюционный подход өзгереді. Черчилльдің сөзі өткен аға буын соңғы буын шын разы болмайды. И бұл жақта андай не болады, біздің құндылықтар ауысып, мне кажется, дұрыс дамып келе жатыр пікірсайыс. Негізі менің ойымша дұрыс бағытта кетіп бара жатыр. Енді оны әр қоғамның, әр ортаның өзінің құндылығы бар ғой, опять-таки навязывать ете алмаймын, бірақ енді менің ойымша әлеуметтік лифт болғаннан кейін енді КВН 20 жыл существовать етті ма, КВН қатты өзгерген жоқ та. Сол бір изюминка да, менің айтқым келіп тұрған. Сол изюминканы жоғалтып алмау керек та ол. Вот сол. Мен айтарым, біз қазіргі қоғамда жүрген дебатерлар бар ғой. Негізі сіз араласпау керек деп жатсыз ғой. Біз негізі оларға көмектесу керекпіз, потому что олар карантиннің құрбаны да. Негізі көбісі, көп адамдардың несі, біз ойындар, турнирда жүріп өстік қой, мысалы. Кеп там курилкада әңгіме айтасың, там немесе ағаларыңмен сөйтіп өстік та, бұл балаларда ондай болған жоқ негізі ше, бұлар андай ортада қалып қалған поколение болды да. Бірақ мен Бердімұрат аға, мен айтайыншы, не үшін менің ішім жанып, мен вообще негізі жындандым ана турнирда ше. Вот сіз быты болған. Мен дебаттан кеткен кезде саясат деген, мен ауысып жатқан кезде, оқумен таразыға ауысып жатқан кезде саясат деген өте распространенный норма етін да, короче. Оның бүкіл схемаларын мен білетін, и мен типа бір жерде саясат болып жатса, нормально деп қалайтын. Это как нелердің пара алуы да, гаишниктердің пара алуы сияқты, ол нәрсеге норма қарайтын. Сөйтіп бір рет случайно бар таразда, случайно әшейін бір еске алып қайтайыншы деп барып ойнап отырып кеткен соң, уже желанием ашылып ойнап келген соң, мен негізі қазіргі дебаттың обществосы біздің дебаттың обществодан гөрі өте таза, өте честный деп айта аламын ше. И мен сондайды көріп жүрген соң да, Бердімұрат аға, и сен прикинь, соны көріп жүресің, ойлаңызшы менің взглядымнан. И мен келдім де лайлап мына жерге келесің да, и бағанағыдай жабық сетканы көресің, біреудің біреуге барып жатқанын көресің, финалды қарайсың да, финалда андай болып жатыр да, мен просто может случайно болды деп отырмын сізге бәрі ше. И мен тұрамын да, короче, андай ғой, бұрынғы кезге қайтадан түсіп кеткен сияқты болды да, и андай мне стало прям противно и плевать охота болды. Дежавю болды да. И қазіргі қоғамдағы балалардың сол нәрсе ластанбағанын мен натуре қаладым. Сіз қазіргі балалармен 4-ші курстармен сөйлесіп әңгіме айтып көрсеңіз, барлығының негізі андай өте жақсы дамыған, вообще в целом қазіргі дебат қоғамы, мен айтайын, мен шын мойындаймын, менің дебат қоғамынан гөрі қазіргі дебат қоғамы мықтырақ, скорее всего, ше. Именно не жағынан. Қандай зат қой, типа саясат неге, вообще былай обершетіңіз неге жасамаңыздар. Махаббет насилие деген зат бар ғой қазіргі да, мысалы Ресейде соғыс болып жатыр, тағысы болып жатыр, соның арқасында көптеген заттар. Саясатта тура сол нәрсе. Сіз саясатты бір рет жасайсыз, то есть изначально бір, допустим, там өзіңіздің арыңыздан аттап, тағы бірдеңе қиналып, может түнде жылайтын шығарсыз, кім біледі, типа солай бірдеңе жасайсыз, и ол жерде адамдар жеңіліп қалады, обида болады. Сіз тағы жасайсыз, тағы жеңіліп қалады, обида болады. И осылай уже сіз бір саясат арқылы басқа саясат туындырасыз. И ол уже бітті, тоқтамайды ол нәрсе. Біз аға буындар кетіп қалды, сол кезінде саясат жасағандар бірден кетіп қалды бір уақытта. Екіншісінде карантин болды, үшіншіден жаңа поколение келді, кәдімгідей құндылықтары ерекше. И солай біз саясаттан құтылып кеттік та, күшті құтылып кеттік негізі. И осы затты қайтадан біз алып келетін болсақ, ол опять же андай қайтадан енді Кембай саған айтайыншы, розовый очки шеш. Ну, мүмкін сенің айтып жатқаның белгілі тарапта шын шығар, белгілі тарапта дұрыс шығар, бірақ опять-таки енді атын түстеп түрін түстемей қояйық. Кеше осы мәселе туған кезде жеке адамдар шығып кейбір турнирлардың өту барысын, быты болған жігіттер шығып кейбір турнирдің өту барысын, Алматыда болған, оңтүстікте болған, мында болған турнирлардың өту барысын айтып беріп, біз айтып отқан кейбір атаулы турнирдің бұрынғыларының өтуін айтып беріп, мне сен айтпақшы противно стало. И маған айтқан адам болды, сенің өткізген бытылығың самый честный быты болған. Осы турнирдің несі бойынша. Жоқ, шын, құдай куә.
жоқ сол кезде мен ойланып қалдым, егер менің былтырымнан мынандай резонанс шығып ондай айтатын адамдар болатын болса, бағана сен айтқан басқа турнирларға соншалықты обидасы бар адамдар болатын болса, онда сен айтып отқан кішкене и сенің айтып отқан дүниең кішкене ұйқаспайтын сияқты. Мүмкін опять-таки ол жерде де шалдар араласқан шығар. Кембай мырза, Бердімұрат аға барлығы дұрыс айтқан сияқты. Бірақ бұл жердегі мен айтқым келгені, біздің уақытта енді қазір жас буындарда қалай екенін білмеймін, көп нәрсе сырттан айтылады, комментарийге жазылады. Бұл нәрсе мысалы именно бірінші Бердімұрат ағаның, одан Кембай, Али бауырларының үлгісімен ашық талқылауға болады бүкіл нәрсені. Келіп, бұл дебат деген интеллигенттердің ортасы, дебат деген бір-бірлеріне шынайы көзқарастың ортасы ғой. Осылай талқылауға болады. Енді біздің подкастымыз ұнамауы мүмкін біреуге өтпеуі мүмкін, біреу комментарийді қайттан айтып жатсыңдар деуі мүмкін, бірақ біз түсіндіргіміз келгені ашық айтуға болады. Әркімнің өзінің шындығы өзінде қалады, ақиқатты енді көрермендер өзі шығады. Ал жаңағы орта буындар жайлы мен де келсем, Алина несімен ол дебатта емес, в целом бізден кейінгі келе жатқан қоғам бізге қарағанда мықтырақ, мықты бола берсін де, және біз оларға көмектесуіміз керек, қолдауымыз керек. Ал тек бакалаврлар жайлы болатын турнирге енді маған бәрібір, шын айтқанда жаңағындай барлық қатысатын турнирлер болады, содан ойнап көрсетеміз. Ол жерден біз динозаврлар, аға буындар еш нәрсе жоғалтпаймыз. Жоғалтатын тек қана сол жас буындар мен ұйымдастырушылар деп ойлаймын. Менің ойым осы жайлы. Өзіңіз ойыңызды аяқтап жесеңіз, сіз модератор едіңіз. Иә, енді біріншіден осыны ұйымдастыруға шығып, давай Кембай осы ұйымдастырып, Алиге рахмет. Бүкілін осыны ұйымдастырып, неғып атқан там Энерго дебат клубына деп қойсаңыз. Иә, Энерго дебат клубына. Сіздер мына жаққа қарап айтайық, бұл прямой эфир салынады, бөлек монтаждап, жақсылап, там біздің деген жеріміз қырқып тастап, салынады. Бірақ сөз қырқпайды. Сөз қырқылмайды, уайымдамаңыз. Сен айтпақшы дуттың несі? Жоқ, сізді жаман адам қылып қырқамыз базар. Көрдіңдер ғой? Мойындаймын, қате деген жерлерім ба? Мойындаймын, қате. Ал Ернардың несі бар еді? Білмедім деп. Тура сөйтіп монтаждаймыз, короче. Келесі Бердімұрат аға рахмет. Осындай жасымен, несімен там, негізі андай адамдарға, ол негізі осындай болу керек, нормальный болу керек, что адамдар БТ болып, там бірдеңе болатын болса, олар келіп айта алатындай нормальный болу керек. Бірақ әрине бұл бірінші прецедент, что осындай жасы үлкен адам, осындай аты бүкіліне дәлелдену керек, дәлелденіп тастаған адам келіп осындай біздің сөз сұрақтарымызға жауап беріп, біздің ашық бетіне айтқан сөздерімізді көтеріп отқанына оған рахмет, реально ол өте күшті нәрсе. Алик мырза рахмет, то что андай, өзі ойыншы болғаса да, мысалы бұл тарапқа айту мүмкін, сен предвзят атасың, тағысындағы, бірақ оған қарамастан сөздерін тыңдаңыз деп ойлаймын, что андай жекелеген, опять же, неприязен болған жоқ та, бір ауыр сөздер айтылған жоқ. Бағанағы, кешірші, осы сөзіңден бағанағы мен айтқан, сенің айтқан розовый очки демесе, Бердімұрат өте ақкөңіл жігіт деген, мүмкін осы Әлібек, мысалы, жасыратын жоқ, Әлібек екеуміз өмірде тыстауын жұмысына да барамшы, осы отношение шығар, шауып тастап демей қойыншы, қалай айтсам болады. Сондай ситуацияны көрсе де Әлібек маған сенеді. Мен Әлібектен сондай ситуацияны көрсем де, мен Әлібекке сенемін, бір-бірімізге деген бір анандай нәрсе болмайды да. Тістену, қайрану, бауырым ретінде, ағам ретінде бір-бірімізді сыйлау. И мен жаңа қазіргі дебаттан сұрайым дегенім осы мысал. Осы дүниенің болуы, и осы дұрыс айтасың, осы прецедент, осы дүние өзің айтпақшы, без агрессии, можно, да, спокойно келіп, можно было менің бытылымыма үйтіп әңгіме айтатындай, Кембай, сен кімсің деп, мысалға, шыққан жоқпын да мен, окей, критика бар, давай адам сияқты сөйлесейік деген сияқты. Комментарийді мысалы конструктивно жазылуы, жеке басқа өтпей. Сондай дүниелердің болуы, ол дұрыс айтасың, осы элиталықты көрсетеді, басқа дүние емес. И опять-таки айтам, биліктің алдында, үкіметтің алдында, осы барлығына қолдау көрсетіп отқан партияның алдында негізгі дебатерлардың бейнесі осы. Сол үшін сіздер одан қорықпаңыздар. Бізде ашық талқылау болады. Неге? Өйткені бұл андай фундаментальный зат, сен оған қарсы шыға алмайсың. Дебаттың мнениесі, сол сенде кем дегенде екі түрлі мнение бар, үшінші оларға бейтарап адам бар. Егер біз бәрін дұрыс дей беретін болсақ, ол значит қате. Ондай айтуға болмайды. Ал егер олар ашық түрде сақлайтын болса, бір-біріне критика айтатын болса, бір-бірін мойындайтын болса, онда ол адамның денесіндегі иммунитет сияқты, значит, ол орта нормальный, адекватный, ол орта дамып жатыр деген сөз.
осылай болса аяқтайық. Келгендеріңізге рахмет, көргендерге рахмет. Мүмкін біз опять же Әлібек мырза айтпақшы, комментарий айтпақшы, біз посттағы заттан бір асық көп зат айтпаған шығармыз, бірақ біз оны затты ашық айталық бір-бірімізге. Дебат кетеді, турнир қалады. Ертең турниріңізді грамота ол бір жерге шаң басып жатады, ол ешкімге керек те емес ол нәрсе. Менде талай жатыр. Егер керек болса сұраңыздар, мен сізге тегін өзім апарып бере саламын, ол қатты маңызды емес. Бірақ бұл дебаттың ең бір сіздерге беретін нәрсесі ол достық, адамдармен қарым-қатынас. Сіздерде өмірден кейінгі қалатын нәрсе осы нәрсе. Егер сіздер орта алып кетсеңіздер, сіздер кубок алмасаңыздар, сіз жеңбесеңіздер де, сіздер ол ортадан жеңіс алдыңыздар. Себебі сіздер ең күшті достар алдыңыздар, күшті уақыт өткіздіңіздер. Просто 4 жыл бойы оқып жүрген қарағанда сіздер оқу плюс басқа заттармен айналып. Қысы біреулер әйел алды. Біреулер күйеу тапты. Ол да бар, иә. Жоқ, әзіл болса да шын ғой. Иә, ол да маңызды деген сияқты. Дебат ойнаңыздар, ашық ойларыңызды білдіріңіздер, қорықпаңыздар, ұялмаңыздар. Кез келген уақытта кез келген адам неге сіздің ойыңызды тыңдайды. Оны нормально олай айту нормально. Сәттілік. Рахмет. Всем мир.